адамның жақсылыққа жетуі, ырысты болуы нәрсе болады. Соның ішіндегі ең жақсы пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам біреу келіп, мен бай болғым келеді, ризықты болғым келеді, нәсіпті болғым келеді, қарнымның тоқ болып, көңіл жайымның бүтін болуын қалаймын деген кезде магазин ашып, бутик ашып, сауда істеп, интернет істеуді бұйырған жоқ. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның бұйырғаны таза жүріп, дәретпен жүруді бұйырған екен. Өйткені тазалық барлық нәрсенің башаты, барлық нәрсенің жақсылығы, барлық нәрсенің нұры, берекесі, ырысы болып табылады. Сондықтан жақсылықта болуларыңызға нәсіп етсін. Әрдайым таза жүрсеңіз, дәретпен жүрген адам ғибадатпен жүрген болып есептеледі. Ғибадатпен жүрген адамның әрдайым дұғасы қабыл болады. Әйтеуір не керек? Тазалық ислам тазалықтың үстінде орнатылған. Сондықтан шынайы мұсылман адам таза болады. Денесі таза болса, ой таза болады, ой таза болса, амал таза болады, амал таза болса, дүние мен ақыреті бұйырса таза болады деген ой. Сондықтан тазалыққа қатты мән беріңіздер, әсіресе үйдегі балаларға. Үйдегі балалардың тазалығы бұл маңызды дүние. Өйткені сіз келешекке, болашаққа балаларды дайындайсыз. Аға көңілдегі күдіктен қалай арылуға болады? Самооценканы қалай көтерем дейді. Самооценканың түсуі немен нәрсемен сіз байлайсыз? Мәселе сода. Дүние ісіне байлайсыз ба? Жоқ, дүние әрекетіне байлайсыз ба? Дүние материалдық құндылыққа байлайсыз ба? Осыны айтсаңыз, осыған қарай оның жаңағы көтеру жолы бар. Барлығына мынаны істе деп айтамын, бірақ бағанағы нәрседе сізге жақсы әсер береді. Яғни дәретпен жүру, тазалықта жүру. Депозиттен түскен пайыз ақша харам ба? Дінімізде депозиттің мәселесі жақсы емес. Сондықтан депозитте ақшаңыз тұрған болса, сол ақшаны бір жақсылық нәрсеге жұмсай салыңыз, жол салыңыз, білмеймін, анау ең жақсы мешіттің бір пайдалы жеріне беріңіз, сол дұрыс болады. Күйеуімнің опасыздығын қалай кешірем дейді. Алла мені қалай кешіреді деп ойласаңыз жеңілірек болады. Мысалы, Алла тағала сізге бұйырды, намаз оқы деді. Алла тағалаға опасыздық жасадық, бәріміз бөлған жоқпыз. Пайғамбар, Алла тағала пайғамбарды шақырып тұрып, тікелей көтеріп тұрып, миғражда саған, сенің үмбетіңе намаз оқу міндет деді. Соның опасыздық жасап жатырмыз. Алла тағала орамал тақ деді, шашың көрініп тұр, сенің опасыздық қылып жатсың. Енді ұялмай-ақ Құдайдан кешірім сұрап жатсың ғой, Алла мені кешір, ұрпағыма жақсылық өмір бер дегенде қол жағында ұялмай-ақ жасап жатсыз. Аллаға жасаған опасыздыққа келген кезде біз былай жеңіл қараймыз да, адамның опасыздығына неге кешірімді болмаймыз? Ол адам, ол пенде, ол. Сондықтан кешірімді бол алтыным. Алда күніне 100 теңге садақа есептеліне ме дейді. Күніне 100 теңге садақа тұрмақ, күніне 1 теңге есептелінеді. Мәселе теңгеде емес, мәселе жақсылық ойда, жақсылық сөзде, жақсылық ниетте, жақсылық пейілде. Мына осының барлығы садақа болып есептелінеді. Соны істеңіз. Тек қана ақшаға байлама, жақсылық, мысалы, ақша жоқ адам не, Құдайға жақындай алмай ма не сонда? Жоқ, олай емес сен. Салем Ецпе, у мужа был брак, я второй брак уже 17 лет вместе, его родители до сих пор не видели своих внуков, старшему уже 15 лет. Ого, это нормально? Это, конечно, не нормально. Ни я, ни внуки не были дома у родителей. Это правильно? Конечно, это неправильно, но смысл вам туда идти еще больше, как говорится, сыпать соль на рану, вам это нужно, необходимо. Зачем вам нужно? У вас дети есть, 15 лет, уже 20 лет, 17 лет внуки есть. Живите дальше, радуйтесь. Вы понимаете, суть не в них, суть в вашем муже. Суть в вашем муже. Поэтому здесь тоже, если сейчас сказать, вы можете поругаться со своим мужем, знаете, вот чистый момент, воду такой хорошую, не стоит мутить. Поэтому не хотят видеть, не хотят. Дальше живите, радуйтесь. Жаңа өзіңге келіпсіз ғой дейді. Конечно, келдік. Аға, таң намазын оқимын жолдасымен, үйіп оқу туралы айтыңызшы. Үйіп оқу деген сөз, үйіп оқисыз, артында тұрасыз күйеуіңіздің, күйеуіңіздің атын айтпайсыз, үйдім жандосқа демейсіз, үйдім имамға дейсіз. Демесеңіз де болады, бірақ күйеуіңіз айту керек, артымда тұрған әйелге имам болуға ниет қылдым деп ниет қылса жақсы болады. Сіздің айтуыңыздың керегі жоқ, сәулеге имам болдым деп. Бірақ айту сондай болады. Інім папам мешітке інім папама бармайсың деп ұрсады. Дұрыс па, дұрыс емес. Ассалаумағалейкум. Секонд-хендтен киім алып киюге бола ма? Болады. Жуып кию керек. Жуып тазалап кию керек, болады. Ешқандай нәрсе. Ештеңе жоқ. Ол жаңағы
американец па кімнің канадец па корейстің киімінің жаңағы аурасы бір пәлесі жұғады деп ана сөйлеген далбасалай береді, кие беріңіз. Біз бәріміз біреудің киімін киіп өскенбіз. Ағаңыздікін, әкеңіздікін, сәсеттікін бәрі киіп өскен, ештеңе жоқ, жаман болған жоқ. Үйде ілініп тұрған көз тимес дұрыс па дейді. Ниетің дұрыс болса дұрыс болады, ниетің дұрыс болмаса дұрыс болмайды. Ғұсыл қабылдаудың дұрыс жолын айтыңызшы. Интернетті қарасам әрқайсысы әртүрлі айтады. Ғұсыл қиынудың ең шақ шарты бар, парызы основной. Аузыңды шайып, мұрныңды шайып, бүкіл денеңді жуу болды. Полный. О жерге де жаңағы айта береді, бірінші оң жағын кіресің, содан сол жағымен кіресің, содан ортаңмен кіресің, содан арт жағымен шығасың деген айтады. Мен коробка передачам бұзылып қалған қазір. Бәрінің кіре бер прямой. Барда кіріп жуынып шықсаң болды. Шыққаннан кейін аузың мұрның шайсаң да бола береді. Оның реттілігі парыз емес. Бірінші дәрет ал, бірінші әурет жерің жуысының табы. Енді желательно солай істесең жақсы. Олай істемей-ақ барлығы прямо душевойға кіріп кете береді. Жақсы. Иман үйреттік, кеше ағамызға сол неше күнге болады қайталап істеу керек па дейді. Я иман үйреттуге болады, қайта істеуге болады, олай істеуге болады. Мына баланы ма? Иә, Семейден келді. Семейден, иә, әкеңіз. Кел, ассалаумағалейкум. Сіз айтқан сау. Иә. Қалай бала? Атың кім? Атын айтшы. Кім? Ахмет. Кім? Қазір өзі айтады. Атың кім? Атың кім? Ахмет? Ұйқысы қанбапты ғой. Аумин. Рахмет сізге. Болды. Көріс жақсы. Өзі де өзгеріс беріпті ғой. Жақсы. Болды аға. Иншалла. Жақсы аға. Алла разы болсын. Аумин. 9 айлығында қайтыс болған, қалай Құран бағыштасам болады? Құранды оқи бересіз. Алла барлық дәметкендерге деп айта бересіз, бола береді. Имам, жаңбыр құйып кетті, әкем жаназа жаңбырға түс келді, әкеме қандай сауабы барады? Жақсылық үміт қыламыз. Әрбір жаңбырдың тамшысында Құдайдың рахымы бар. Бір Алла рахымымен нұрын шашар, адамдар су болам деп одан қашар. Құдайдың сол бір тамшысы аузыма түссе екен деп рахымына үміт етіп, дарияда балықтар ауызлашар дейді. Сондықтан жақсы нәрсе, бірақ былай айналайын. Атың кім? Берік. Әкеңізге жаңбырдан үміт етпеңіз. Атаң қазақ, жаңылмасам Төле би атамыз айтқан ғой деймін. Құдайдан көктен тілеме, бірлігі бар көптен тіле дейді. Біріншіден әкеңнің аруағы риза болуы, сенің бауырларың бар. Сол бауырларыңмен жақсы бол. Өле-өлгенше жақсы бол. Істеген жақсылығыңды санама, бауырға өткен дүниені санама. Егер папаң кетіп, мамаң қалса, мамаларыңды алақанына салып жүріңдер. Папаңның аруағы риза болсын десең, Құдай қосқан үйленген болсаң, әйеліңе жақсы қара. Содан туылғып берген саған немерелеріңе жақсы қара, жақсы тәлім тәрбиелі бол. Одан кейін аузыңнан өле-өлгенше бір ауыз боқ-ауыз сөйлеме. Дүние аударылып кетсін, аузыңнан бір ауыз боқ-ауыз, әкең, шешең деген бір ауыз жаман сөз сөйлеме. Содан кейін алтын басыңды мешітке апарып сәждеге шық. Әрдайым аузыңнан дұға, тілек,
пейіл, ниет осындай сөздер шықсын. Әрдайым дәретпен жүр. Сонда барлық істеген сауабыңнан әкеңе сауап барады. Ол не только Құран оқып, жаңағы бір жақсылық істеп, челпек істеуден. Даже сен көше сыпырсаң, сол көше сыпырғаннан папаңа сауап барады. Тек қана дәретпен істесең, жақсылық амалмен істесең, сол ең сауапты іс болады алтыным. Папаң аруағы риза болмақ түгіл, қазақ айтпақшы, айдалып түседі. Бойдақ болсаң үйлен, қаншадасың? Үйлен алтыным. Анама жүрегіне 3 рет операция жасалды. Бүгін тағы консультацияға барады, тағы операция жасалады. Жоқ, соны шешеді дейді. Түсінбедім. Жасайды, жасамайды сонша. Дұғада болайық, Алла шипа берсін, Алла шипа берсін. Ұлға Мұхаммед деп қойса болады ма? Мұхаммед Әли деп болады. Әр үйде бір Мұхаммед болсын, жақсы болады. Бірақ Мұхаммед деп қойған бір басқа. Мұхаммедше өмір сүру совсем басқа дүние. Біздікілер Мұхаммед деп ат қойып, заты болмай қалуы мүмкін. Сол үшін затын көбірек қарау керек. Менің балам тамыр ұстап, ұшықтайтын ағайға апарып жүрмін. Бірақ ол кісі темекі шегеді екен. Ол дұрыс па? Апара берем бе, қайтайым дейді. Темекі шегуді үйретпесін, ол ұшықтайтын адамың темекімен қоса үйрет. Осы ұстаз, мен жүктімін дейді, 39-шы апта дейді, түсімде бөтен еркекпен қатынасында болғанын көрдім, ол ненің белгісі дейді. Өңінде жасамапсың, Құдайға шүкір, 39-шы неделеде болса балам түсіп қалатын еді. Ничо, ештеңе етпейді, түс бопты, Құдайға шүкір, бірақ ісіңді түзет. Енді кішкене болып тұрады сондай, аяқ ауыр келіншектерге сондай бір жындар айландырып, жаман нәрсе саптады, ағуду биллахи минаш шайтанир ражим деп ісіңді түзет қой. Күйеуіңмен жақсы болайын алайын. Ұстаз, күйеуіммен тарымадық, бөлек жаттық. Жатады, 2 жыл болды. Енді қояйын кетейін десем, қызымды өлсем де бермеймін дейді. Не істерімді білмеймін. Қызымды әкесінен тастап кетсем, шыдамаймын ба деп қорқамын дейді. Күйеуім бөлік жатса, сен барып қасын жатып ал, не істейін енді, жаным, алтыным, ұрсып екеуіңе пижама кигізіп, екеуіңді бірге жатқызайын ба, не істейін, алтыным, айтшы енді. Күйеуіңді бірге түнде жатса, күндіз біргесің ғой. Күндіз жатып алғасына заранее дайындалып, күндіз көбірек көңіл бөл, жақсылап киініп жүр, үстіңе әтір сеп, соңмен болмай барып жатып алса, барып қасына жатып ал, жабысып, мен сенсіз өмір сүре алмаймын. Мен қызымсыз өмір сүре аламын де, бірақ сенсіз өмір сүре алмаймын деп айт. Осыдан көрші, осыдан кетші мен қасымнан де, тура өлтірім де, сені өлтірім де. Қорқады айт, өлтірім сені де, басын жарам де, барған адамың мен де, басыңды жарам де, сенсіз өмір сүре алмаймын де, барып жабысып ал. Ол ана комнатқа қашса, содан қашып жатып ал, одан қашса, ана комнатқа қашып ал. Сөйтіп қуа бер. Қазақстан ашып, Өзбекстанға өтіп, ары қарай Мароккоға өтіп кетсе, бірге кіріп барады. Суға секірсе, бірге секіреді. Өлтірем сені де, тур таяқ жейсің де. Өлтірем сені де. Кейін қатынасаң, қатыныңмен қос өлтірем екеуіңді. Өмір сүре алмаймын сенсіз де. Бол, бітті. Қорқады ол. Еркек қорқақ қазір. Қайынатам ауыр сөздер айтады, намысыма тиеді. Жолдасым үндемей қоя сал дейді. 15 жыл болды жұтып келе жатқаныма. Аллаға жауабым дайын, ешкім ештеңе дей алмайды маған, дейді Датаго дейді. Кішкене қапты ғой, енді жауабы дайын екен ғой. Кішкене шыдасаң барып қалады Алласына да. Ештеңе етпейді. Енді көбіне шыдапсың, жаным, азына шыда. Біріншіден алжыған кісі, үлкен кісі үндемей-ақ қой. Бұл жерде сен оған қайнатаңмен жағалассаң, күйеуің, ол басқа балаларына айтады, елге айтады, жұртқа айтады, содан кейін күйеуің, олар бәрі жабылып кеп күйеуің айтады, содан кейін күйеу ана папасын ұрып өлтіргендей, папасы виноват болса да, сен мен қатыныма неге сөйлейсің, папаңның почкасынан ұрып өлтіресіңдер ме, екеуің екі жақтан жабылып, істейсіңдер енді.
Я понимаю, ол оңбаған адам шығар, мейлі ол басқа адам шығар, но сен ақылды болсашы. Ол мысалы ит сені үрсе, сен итпен үресің ба? Итке қарап үрмейсің ғой. Сондықтан онымен ерегіспейсің. Ауру адаммен адам ерегісе ма? Соның жасына жетесің ба, жетпейсің ба, не қыласың? Аллаға жауабын дайын деп тұр ғой, чуть-чуть пәтерпей Алласына барады ол. Кішкене қалды өзі. Бүгін таң намаздан кейін дейді, сізді түсімде көрдім дей ма? Үйімде уағыз айтып отыр екенсіз дейді. Көп көре бергеннен түсіне кіріп кеткем да. Субханалла, жақсы. Сәлеметсіз бе? Сізді және Нұрсұлтан ұстазды түсін. Екеумізді жақсы көрсең, өте жақсы көріпсің. Комплект көріпсің, енді комплект орында енді. Комплект орында, жақсы нәрселер орында алтын. Таныс қыз дейді, зиратқа әкесінің басына барғаннан кейін өз бетімен сөйлеп алжып кетті. Ол неден болуы мүмкін дейді. Жын ба дейді, жыннан болады. Жыннан болады. Сосын жалғыз бар ма? Жалғыз балмасын дейді. Зона комфорттан шығудың жолы қандай? Зона комфорттан шығудың бірінші жолы ораза ұстау. Ораза ұстасаң болды. Ораза нәпіл ораза, қаза ораза деп ұстай бер. Ең бірінші шағы сол болады. Өйткені өзіңді тиясың, қарның ашады, әлсірейсің, ғибадатта екенін түсінесің, көп нәрсең тыйылады, жақсы болады. Бақара сүресінен бірінші аятта ең аз дегенде қанша аят оқуға болады дейді. Намазда ма? Намазда сол Муфлихун деген жеріне дейін оқисың, бір бетті Муфлихун деген жерінен оқисың. Енді Алиф Лам Мим деп қойсаң болмайды ол жерде. Ол жерде шағарып намаз өтпей қалады. Алласына кім бірінші баратын білмейміз ғой. Не істеу керек, простая. Төбелесу керек қой енді. Кемпір, менің сөзімді подправить етіп, маған ақыл үйретпей тыныш отырыңыз. Мен өзім кімге не айту керек екенін біліп тұрмын. Сондықтан мен өзінше ақыл айтпай тыныш отыра бер. Мен айтқаныма жауап беремін, дұрыс айтып жатқанымды біліп тұрмын. Потому не істеп айтайын? Ор төбелес, әкеңмен қырылыс деп айтайын ба? Қалай успокоить ету керек? Сол үшін мен айтқан сөзімді өзім қалай айтатынымды өзім жақсы білемін. Маған комментарий беріп, өзінше ақыл үйретпей ақ қойыңыз. Мен өзім қалай айту керек екенін жақсы біліп тұрмын. Сенен де жақсы біліп тұрмын. Сондықтан солай жан. Өйткені ол жерде әйелді басы керек болып тұр. Сол үшін айтылған сөз. Сәлеметсіз бе? Таң намазға қанша минут кетеді дейді. 3 минут, 4 минут, 5 минут скоростыңа байланысты. Әр адам әрқалай оқиды. 7 минут оқитындар бар. Жеті шелпекті бейсенбі пісіру керек деп жатыр. Жұма пісірген дұрыс па, әлде бейсенбіде ма дейді. Бар болғаны пісіретін 7 шелпек. Оны четверг күнде пісір, жұма күнде пісір, сонда 14 шелпек болады. Комплект болады, жақсы болады. Екеуін жаса, жақсы болады. Қоймен қандауды түсіндіріп бересіз бе? Қоймен қандау деген сөз садақа жасау, мал сою, шығын шығару. Я Алла, осының басы аман болсын, дені сау болсын, проблемасы кетсін деген сияқты нәрсе менен мал шығын жасайды. Бұны яғни қазақта басын айландырып беру дейді, немесе қандау дейді. Сол қанмен, яғни қанды шығарып қан жағу емес. Ол кішкене сол жерде кейбіреулер білмей қате жасайды. Солай. Сәлеметсіз бе? Қари дипломын алған соң баланы армияға жібермеуге болады деген рас па? Жоқ. Бала армияға бару керек. Неге армияға балаларды қызықтырыңыздар? Дұрыс, проблема бар. Бізде армияда проблема бар. Біз жоқ демейміз. Ұрып атқаны, әлім жеттігі, өлтіріп жатқан, табытпен барып, шабытпен барып, табытпен қайтып атқанды білеміз. Мен оны кездескен сайын әскерлерге, әскери басшыларына, сол жердегі командирлеріне қатты айтып жатырмын. Алақанына салып өсірген балаларымызды тепкілеп, өкпесін түсіріп, бүйрегін тепкілеген бұл адамдық емес, хайуандық. Бұл жерде проблема да бар, баланың тәрбиесінде де проблема бар. Бірақ это не дает повода баланы тепкілеуге. Сондықтан бұл жерде қазір барлығын камера қойып солай жасап жатыр. Бұл реттеледі, бірақ бала әскерге бару керек. Ол қари бола ма, басқа бола ма?
намазды уақытысында оқымай қалса тек парыздарын қаза қылып оқи ма? Иә, тап солай. Можно ли читать намаз в комнате, где спит человек? Проблем нет. Но желательно не мешая ему, да? То есть свет включать, также громко читать, пугать человека, причинять ему какие-то неудобства, это не принято в исламе. То есть ваша молитва, намаз это ваш намаз. Тот человек, кем бы он вам ни приходился, не стоит ему как бы мешать. Да, поэтому надо быть здесь осторожнее. Когда пророк Мухаммад Аббасават и Аллах и приветствует читал намаз, рядом лежала супруга, в этом проблеме нет. Исходя из этого, намаз можно читать перед, либо рядом со спящим человеком. Сізге тұсау кестіруге бола ма? Болады. Таң намазы қаза қылса қалай оқиды? Түске дейін оқысаң, сүннетімен оқисың, түстен кейін оқысаң, тек қана парызын оқисың. Қан шығарабыз, бірақ базардан сойдырып келише турабы дейді. Ошо точно эле ошо жерде сенин үйүңдө, подъездиңде, короңдо чыгарышы шарт эмес да. Кудайым үчүн Кудай бардык жерде билип турат, бардык жерде көрүп турабы. Жо базарда көрбөй калып, именно сенин дворуңда көрүш керекпи? Кудайым, мына ушу жерден кетип атат сага, базардан эмес, мясокомбинаттан эмес, түз эле ушу жерден кетип атат. Ушу жерден соябыз, кандайбыз да, таптап эле түз эле ушу жерден тияка учуп барабы, жетти арчка. Кандайча болмок? Көрдүм я? Үлкүлүү я. Ошондой да. Кудайым бардык жерде көрүп турат да. Жо базарда көрбөй калабы? Кандайча болмок? Болот да. Тиякта да оксо болот, биякта да оксо болот. Кызым агылшын дейт. Баламен жүрөдү дейт. Ол мусулман эмес. Кызым оган турмушка чыкса калай болот дейт. Охо. Енді ауырырақ айткым келмейт да. Бірақ негізі қызыңыздың жүрөт дегениңиздин өзү әкелік. Енді ол агылшындарда ондай норма шығар. Бірақ біздің мұсылман баласына, қыз балаға жүрөт деген сөздің өзі сәл жақсы нәрсе емес. Енді мұсылман тауып көріңіз әкесі ретінде. Егер болмаса, онда енді өзім білем десе дейсің омен. Төбелеспейсің, айғайласпайсың, қырласпайсың. Құдай сана берсін перзентке. Кейін сол күйеу бала бері қарай өтсе жақсы болады. Скажите, пожалуйста, чтобы вам сделать никах, надо заранее записываться, в какой день лучше приходить? В любой день. Можете ночью приходить. Лишь бы вы вышли замуж. Для меня самая прерогатива, чтобы вы вышли замуж, и наш парень женился. Это для меня самое главное. А в какое время жениться, это ваше усмотрение. Я могу как и ночью, как и днем, так и 24 часа в сутки вас сделать никах. А записываться, если придете, вообще хорошо будет, чтобы в курсе были. Жетімнан жайлы не айтасыз? Жаңа ғана айтқам, қабыл болсын деп айтам. Жақсы нәрсе, сауап қой. Тұсау кестіруге қалай байланыссақ болады дейді. Мешітке келесіздер. Немеремнің тілі анық сөйлемеймін, дем салып бересіз бе? Тілін тарту керек. Түріктер жылқы етін неге жемейді? Жемегені жақсы, жемей-ақ қойсын. Қазақтарға итак жетпей жатыр. Итак қымбат, не қыласыңдар ол түріктерге жегізіп? Тыныш жүн, вообще жылқы етті жейміз деп ешкімге айтпаңдар. Өзімізге жетпей жатыр. Қазақтар өзі итак күннен қымбаттап жатыр. Қазысы бәлемі 8.000-ға барам деп ана бір министр ойбайлап жатыр. 8.000-ға барам деп қазақты өлтірем дейді. Өліп қаласың ба? Ет жемей қаламыз, вермишель жей береміз бе? Сондықтан қой, тыныш отыр. Оларға жөге болмайды. Сәжде саху қалай жасалады дейді. Сәжде саху намазда қателессе, намазды полный оқып бітесің, содан кейін екі жаққа сәлем бересің, бергеннен кейін тағы да 2 рет сәжде жасайсың, содан кейін барып ат-тахият, салауат дұғасымен қайта оқисың, содан кейін барып екі жаққа сәлем бересің, сол сәжде саху болады. Ниет жазалмайды. Баласы бар әйелге үйленсем қалай болады? Өзім сұр бойдақ дейді. Жақсы болады, сразу балалы болып қаласың. Сразу дайын балаң болады. Жақсы болады, тез өсіп қалады. Ертөстік сияқты тез өседі. Бір қарасаң 6-та, бір қарасаң 8-де жақсы болып қалады. Әйеліне айтқан солай. Қолын құрап қалсын деген мақсатта айтқан. Шапанына жабысып жібермей, бүйтіп құшақтай берген кезде, жібермей намаздың уақыты өтіп барып бүйтіп ұстап тұра берген кезде қолын құрап қалсын дегенде айтқан.
сол кезде ана қорқып кетіп енді жаман айттыңыз ғой дегенде бұл жаңағы бір тәрбиелеу мақсатында бұл жаңағы қарғыс сөз емес деп түсіндірілген. Тура сол сияқты кейде болады. Сен де ол кемпірдің сөзімен жағаласа берме. Кемпірдің сөзін бәрек термей-ақ қой. Не қыласың? Аптасына қай күндер ораза ұстаған жақсы? Понедельник, четверг. Понедельник, четверг күні ұстай бер. Дүйсенбі, бейсенбі күндері. Амансыз ба? Меккеге рассрочкаға апаруға болмайды деп жатыр. Қаншалықты рас дейді? Рас қой? Қаждық қой. Болмайды жан. Болмайды. Әр намазы соңғы парыз намаз, әр намазы соңғы намаз деп оқу дұрыс па? Әр намазда. Жоқ, енді соңғы намаз деп, просто соңғы намаз деп ары қарай күнә істей берме. Бұл жерде не үшін айтылады бұл сөз? Адам күнә істемесін. Мысалы, адам последний қазір өліп қаласың десе не істеу керек? Жақсылыққа тез ұмтылу керек. Ойбай, последний намазым оқылды. Осы соңғы намаз осыдан кейін оқи алмай қалсам, қой дұрыстап оқиын деген мағынаға последний намаз десең болмайды одан. Сен өзгеру үшін айтылған нәрсе бұл. Қоңыр бұзау түсінде көрсе не мағына, жанымнан кетпейді дейді. Жақсылыққа жүріп қойыңыз. Жақсылыққа жүріңіз. Бұны жүрмей қояға. Енем көп өтірік айтады дейді. Прям нервыма тиеді. Көзіме көз өтірікті соғып отырады. Көзін ой балайын деп білмейді. Ой балайын деп білмейді енеңнің. Не істейсің енді ой енең? Көз өтірік айтады. Олар солай айтады. Кішкене енді. Енең сондай ене. Кішкене айтып қоятын ене болады. Енді оны іздеме енді. Сен харам. Алла дүниеде тозаққа кіргізесің. Вот тозақтың төрінде отырасың. Сен ене деп әйгерім қырыспан. Ят болады. Сен келінсің. Тыныш отыр. О дүниеге барып алып, екеуің разборка жасап, енеңменен не до этого болады. Не қыласың енеңді? Сен күйеуіңмен жақсы бола бер, болды жан. Үлкен кісі сөйлейді қояды. Жаман өтірік айтады. Прям нервыңа тисе, бет тіліңді тістеп үйрен. Деп тілің шайнай бер, жақсы болады. Соны успокойтасың. Қан шыққан кезде өзің қоясың. Қой. Енеңмен сауласып алдым. Не қыласың? Қанша өмір қалды оның? Ол өз үшін өз жауап береді жан. Не қыласың? Күйеуің жақсы ғой, самый главный. Қазақ айтады, күйеуім жақсы дейді. Но вот оның енем бар ғой дейді, мамасы вообще албасты дейді, оңбаған вообще кобра дейді. Кощей бессмертный. Сол да деп айтасыңдар. Баба Яга. Сен де Баба Яга боласың, кішкене шыдасаң. Екі Баба Яга боласыңдар. Сөйт жан. Енеңмен қырыспа. Үлкен кісімен салғыласқан жақсы емес. Бәрібір қалай болғанда да сенікі дұрыс болмай қалады. Неге? Өйткені білмегенді кешірмесең, білгендігің қайда дейді. Сен үлкендігің ақылдылығың болсын. Енді үлкен кісі алжыған, алжымаса қызғанады баласын. Не істеу керек енді? Енең жаман деп ұрысып, жағаласып, онда сенің білесің ба, күйеуің тупой болып қалады. Күйеуіне бәрі айтады, сен қатының бүйтіп кетті ғой деп, сен күйеуің ашуланады да, сен ұрады. Мен мамама не істейдің деп, мамам осыны деп, сен таяқ жейсің, сен кетем дейсің, балаларыңды ала қашасың, соны бычыт болады. Зачем? Сен мамаңмен одан бетер бычыт боласыңдар. Лучше сондайға жеткізбей, қоя сал. Уже өтірік айтқан кезде сен тыңдап отырма. Қазір өсірік айтады, өтірік айтады, чүйшті қалды, қазір айтады дегенде тұрып кетіп қал. Естіме соны. Сен де до конца тұрасың, естіп, шай құйып отырып, қолың дірілдеп, ішіне крысиный яд қосып жібергің келіп тұрады. Қой. Алланың алдында жауап бересің. Таспиқ үзілсе дейді, қайтадан жинауға бола ма дейді. Таспиқ үзілсе жинамасаң, аяғыңа тапочканың астына түсіп, тапочка тайып, содан шалқаңмен құлап, қарақұсың жерге тиіп, содан көзің атысып, басың жынды болып қаласың. Сол үшін моншақтың бәрін жинау керек, жердегі шариктердің бәрін. Жинап алып, қайттан табалсаң, 33-99-да қайтадан өткізіп, жіптен өткізіп, қайтадан тарта бересің. Просто оның үзілген себебі жібі китайский, жаңағы некачественный болған. Қазір китайский заттардың көбі качественный қазір. Сонда енді жаңағы кішкене некачественный жіп болып қалған. Соны лескамен үзілмейтіндей қылып салып қой. Ол бәле болады, ойбай, бәле болады, бәле болмайды, ештеңе болмайды, нормальный. Ештеңе етпейді. Соң кішкентай шариктерді жерде жатса, бала теріп алып аузына салып, екі мұрнына тығып жібереді. Сол үшін ондай шашылып жатпау керек моншақтар. Әкем өмірден өткеніне 22 жыл, мазары құлап қалайын деп тұр. Соны сәл қалпына келтірсек бола ма? Болады. Бар нәрсе ғой. Бар нәрсені орнына келтіріп қой.
тұмауратып жүргем, намазды маскамен оқуға бола ма? Себебі қасымда сау адамдар бар. Қиыншылық. Бәріміз оқыдық қой. Кеше пандемия кезінде сен қайда болдың? Пандемия кезінде сені подвалда бір жерде тығылып жатқан екенсің ғой, көрмеген екенсің ғой бізді. Бәріміз маскамен кірдік. Маскамен жүрдік, маска тағып жүрдік. Двойной маска тақты. Жан тәттілер двойной, тройной тақты. Амандасқан жоқ, бәріміз биттік бір-бірімізге. Алыстан биттік. Сол заман болды. Маскамен оқи бересің. Балаға азан шақырып ат қою неше жасқа дейін болады? Азан шақыру басқа, ат қою басқа. Азан шақыру мен ат қою екеуі бір-бірімен басқа нәрсе. Азан шақырудың екеуі ең негізгі нәрсесі баланың дүниеге туылған кезде максимально ерте, сразу бірінші естіген сөз. Хотя бы алдыңғы 7 күннің ішінде, алдыңғы 14 күннің ішінде, ары барса 40 күннің ішінде бір азанның даусын естісін, пока буыны анау неше түрлі айғай-шу, үйдегі артық әңгіме естігенше баланың құлағына ең бірінші Аллаху акбар деген сөз кірсін деген, жын шайтан қашсын деген мағынада істелінетін жоралғы. Бірақ азан айтылмай қалса, 14-15-тегі балаларды, 65-тегі шалды азан айтып қайтадан құлағын айтып қайтадан айтқызудың керегі жоқ. Егер атын ауыстыратын болса, аттар ауыстырып жатыр ғой қазір, жаман аттар қойылып кеткен, мысалы мотор, карбюратор, метро деген аттар қойылып кетсе, онда оны атын ауыстырады, ауыстырған кезде жаңа қазақша атты қойсын, Қазақбай, мысалы айтайық Бейсенбай, Сұлтанбай, Бөгенбай деп қазақша атқа ауыстыратын болсаң, онда атты айтылғанда азан айтылмайды. Просто жариялап қояды, иғлан қылып жариялап қояды. Бүгіннен бастап біз бұл жігіттің аты бұрын сондай болған, карбюратор деген ат болған, бұрын немесе коробка передач деген ат болған, соның атын өзгерттік. Бүгіннен бастап бұл жігіттің атын Қалқаман деп қойдық, деп қоясын болды. Жариялап. Ағау, қайда отырсыз? Барып баламды соң кестірейін деп едім. Балам 1 жасқа толды дейді. Алып кел мешітке. Ағам, қай жерде отырсыз? Креслода отырмын. Кел мешітке кел. Мен үшін дұға етіп қойғылачы сұраншы. Дұға қылауыз Құдайым бұйырса. Біз дұға қылауыз, пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи не деді? Біз дұға қылауыз деді. Сен деле дұғаңа жардам бер деді. Қандайша? Өзің деле бикәсрати суджуд, көбеле сажда қыл, көбеле дұға қыл, көбеле өзің деле жақсылыққа кел. Таң намазын уақытлы оқып тұру қиын болып жатыр. Қазір наоборот оңай. Қазір түн ұзарып жатыр жаным. Ат-тахиятта сұқ саусақты көтерген дұрыс па дейді. Дұрыс, бұл сүннет нәрсе, бар нәрсе. Кейбіреулер қазір осы нәрсе фитнаға барып жатқан үшін көтермей қойса да болады деген сөз айтады. Баланы сүннетке қай жаста отырған дұрыс? 5 жаста. Күйеуім менің қадірімді білмейді дейді. Ойды. Адамның қадірін білмейді бұл өмірде. Әке-шешенің қадірін білдің бе не сен? Біз біліп жатырмыз ба не әке-шешеміздің қадірін? Кімнің қадірін біліпті бұл өмірде айтшы? Сен тұрмақ, ата-анаңның қадірін білмейсің. Білмейміз біз. Біз өлгеннен кейін білеміз. Біз адамның қадірін өлгеннен кейін білеміз. Біздің қателігіміз тап осы да. Сондықтан Абай атаң халқымыз не дейді? Өлгеннің жақсысы жоқ, тірінің өсектен қалған аманы жоқ дейді. Сондықтан алтыным ондай болады, ондайға мән бермей-ақ қой. Күйеуіңе істеген жақсылығыңды санамай-ақ қой. Ол үшін Құдай саған үлкен сыйлық береді. Құдай сенің аманатың, басыңдағы тәжің, Құдай сенің сол күйеуің арқылы береді саған. Оны жамандама, бүгін қасына жаттың, бүгін қондың, бүгін сәсеттің үйіне қонған жоқсың ғой, күйеуінің қасына қондың. Сондықтан соны мақтай бер. Ол идеал емес. Ол идеал болғанда өліп қалатын еді. Сондықтан тірі жүрме, значит идеал емес. Мынандай сөз бар ғұламалардан. Егер адам шындық сөйлей берсе дейді, қасында өмір сүру невозможно болады екен. Шүкір, ешкім жалғыз емес, Сондықтан осы сөзде мән бар. Сен балаңмен алыс. Сенің бақытың, өмірің, жиғаның, тергенің Алла алдында сұралатын балаң көбірек болады. Сол балаңа жақсы тәрбие бер, әке сыйлауды үйрет. Папаң оңбаған деп вообще айтпа. Сені менен күйеуіңнің мәмілең ол балаға қатысы болмау керек. Наоборот, баланың алдында оны көтеріп үйрен жаным. Сол маңыздырақ алтыным. Көне бесікті пайдалануға келмейтін істеймін. Жайлап сөгіп, содан кейін өртеп жіберсе болады. Немесе мұсырға тастайсың, қалада тұрсаң. Балам өтірікті көп айтады, ұрыспаймын. Тек шындықты айт десем де үнемі құрастырып өтірік айта береді. Не істесем болады аға дейді.
бала нешеде, баланы кішкене мешітке молдаға апар, балаға өтірік айтпа десе, бала айтпай қоятын бала емес қой. Сондықтан содан кейін неге сіз жалғызсыз ба, күйеуіңіз қайда? Ерке қыз, күйеу қайда? Күйеу тәрбиелеу керек бұндай жағдайда. Егер папасы екеуі қосылып өтірік айтатын болса, онда бәрібір молдаға апар. Мешітте кішкене оқытсаң, Құдайдан қорқуды үйретесің. Қарызы барға әсел жеуге не айтасыз? Ол әсел емес, қара су ішу керек. Қарыздан құтылу керек. Ер адаммен беттен сүйіп дейді, амандасуға болмайтын туралы айтыңызшы дейді. Сен өзің сүймесең, сен ешкім сүймейді. Сен өзің бүйте қалма, болды. Өзіңе де байланысты. Өзіңе де байланысты. Ұлым осы аяғы 3 жасқа шығады. Аяғы сүннетке отырғыза берсем болады ма? Болады. Жақсы болады. Бірақ хирургпен кеңесе, енем баласын туыстарымен араласпа деп запрет қояды дейді. Еркек өз шешеді, күйеуің өз шешеді, ол айта береді. Баланың тілі шықсын деп мойны шек орау дұрыс па, әлде ширк па дейді. Енді ширк емес бұл жерде, ширктің қатысы жоқ бұл жерде. Барлығын апарып ширкке байлай бермесеңіздерші. Бұл жерде ол Алла шығармайды деп тұрған жоқ қой. Аллаға үміт етіп, жаңағы баланың қылқындырғаннан мәселе болатын нәрсе сөйлейді деген. Үйленгенімізге 3 жылға таяды. Жолдасым неке түнінде, енді бұны сенде қатырып жазсың, айналып кетейін енді. Қап. Енді пәк болыңыз десе дей береді, ақымақ болады. Ол өзінің сондай, мысалы, сені есек десе, есектің байы болады. Сені жаңағы ж деген әріппен айтса, соның өз байы болады. Болды, жерде оның сөзін термей, жан. Демалыс күні барып тұсау кестірсек, тұсау емес, тоса, олмен жазасың, я? Ұлан дегендегі. Тұсау кестірсек, демалыс күні бізде нешеде болады, неше болады. Демалыс күні бізде 5 болады екен. Келіңіз түске дейін көрейік. Үлгерек шығарсыз. Жаман ойлардан қалай құтылуға болады? Жақсы ойларды көп ойла алтыным. Ағау, саудам тоқтап қалды, сосын ескі бесіктен естейміз дейді. Сауда тоқтап қалатын, қазір кризис барлық жерде аз жүріп жатыр. Бесікті разбирать етіп тастау керек. Өртесе болады. Темекі тартқан күнә ма дейді. Сыртында жазып тұр ғой. Менен сұрама, сыртынан оқсаң, ана пачканың сыртында жазып тұр, не болатын? Темекі шексең не болатын жазып тұр. 13-ке толған баламды мешітке барып дем салдырса болады ма? Болады. Болады. Бірақ баланы оқытқаның дем салдырғаннан жақсы. Үйде уақ құмырсқа толып кетсе сиқыр бар деген рас па дейді. Үйде тазалықты көбейту керек деген сөз. О жерде ненің қатысы жоқ сиқырдың. Балам 5 жасында қаза тапты. Ошол күнден тартып Аллаха ичимнен кичине таарынычым бар. Ошону эч жок кыла албай жатам. Кеңеш бериңизчи дейт. Ошо 5 жашар балаңды, 5 жашындагычы ага молдо жаназа окуду го. Ошо жаназа окуган маалында ошо балага шафаатан ва мушафаатан дегенде дуа кылды. Ал ошо бала ата-энесине шафаатчы болсун деди. Құдайым бөрсі алып беріште олды. Сені көзөмөлдөп тұрат. Құдайым ошо ата-энем келсин, қолынан қармап, жәннетке алып келейинчи, Құдайым маға ошондой мүмкүнчүлүк бериңизчи деп Құдайдан суранып жатат. Эми сен ошо таарынышыңды кетирип, сен дүйнөнү махабат көргөсүң. Дүйнөдө бардыгы болот деп эсептегесиң. Дүйнөдө эле болгосуң. Ошо дүйнөдөгү махабатты кыяматка койсоң, ал төөлүк болот сага. Ошол жак төөлүк. Биз дүйнөдө ата-бабаларыбыз эмне дейт? Бу дүйнө убакытча дүйнө дейт, тиги жак төөлүк дейби? Ошо төөлүк дүйнө. Ошо төөлүккө Кудайымга айтып койсоң, Кудайым ошо жерден шафаатчы болот сага. Колунан кармап жаннетке жүргүнүң дейт. Ошо 5 жашар баланын жанын алган кезде өлүм бештешичи Аллах Таала өзү эле буйруп турбайт, эмне кылдыңар дейт. Ошо өсүп турган жыгачты, өсүп турган көк өзөктү кыйраттыңарбы дейт. Ооба дейт. Ошондо дейт, ата-энеси эмне дейт? Ата-энеси эмне демек?
Құдайым өзің бердің, өзің алдың дейді. Мысалы, мен саған бір затымды ошо мол ручканы беріп, сен жазып, андан кейін бір айдан кейін, бір күннен кейін қайта ручкамды десем, сен илайсың бия? Илабайсың да. Мол менке емес, иши аманат эле берген мага бір айга колдонуп ошо мүддөткө ижарага дейсің да. Ошо ижаралык мүддөтү бүттү. Эми сен алдың да, эмне кыласың? Кудайдын иши, Кудайдын өзүнө бердиң. Биздин казак, кыргыздын бардыгында ушундай сөз бар го. Эмне дейт? Меники эмес, Кудайымдыкы дейт. Балдаң канча кылбаганың. Ошо жумада ырыс келия мема бола берет. Ага менин атанам үй өртөнүп жанып кайтыс болду дейт. Охо. Өртөнүп кайтыс болгондар жаннаттык деген рас ба дейт. Жаксы амалдары көп болса шахид сабабы берилет деген бар. Субханалла. Алла жеңилдик берсин карындасым. Субханалла. Енді сол атанаңа дуа қыл көбірек. Өміріңді жақсы қыл, өзгерт. Сол атанаң сені қандай қылып көргісі келді? Сені сондай иманды, сенің көмегіңе мұқтаж олар, я? Сенің дұғаңа мұқтаж олар қазір алтыным. Қандай зікірді көп айтқан дұрыс дейді. Аллаху Рабби ла шарика ла. Одан кейін Аллаху акбару кабира валхамдулиллахи каthира ва субханаллахи букрата ва асила. Одан кейін субханаллахи ва бихамдихи субханаллахи л-азим. Көп айта берсең. Радиту биллахи раббан ва бил ислами динан ва би Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям набиян. Одан кейін барып дұғалардың бәрі зікірі субханаллах, алхамдулилlah, Аллаху акбар айта бер. Аллахумма хилли ва ахтарли тола айта берсең тола. بان ايتر ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصل ايتر tola. Бесін, асыр намаздарын парызын Аллаху акбарды дауыстап айту керек па? Ол не только бесін, барлығында Аллаху акбар деген өзің айғайлап емес, өзің еститіндей қылып айтылу керек. Жалғыз оқығанда, я? Арабшаға тіл келмесе, қазақша аудармасымен айтуға бола ма? Сол тілін келгенше айта бер. Қате болса да қабыл бола береді. Айта бер. Тілін келгенше айта бер. Хайыз кезінде зікір айтуға бола ма дейді. Болады. Дұға жасауға бола ма? Болады. Қызым Құран кітап оқиды, 11 жаста түнде шошып шығады дейді. Біреу қарап тұр деп, неге олай дейді. Оқи берсін, көбірек оқысақ бастатсын, сіз де оқыңыз. Значит, үйде біреу оқымайды деген сөз. Сәлеметсіз бе, свидетельство о браке болмаса, мешітке барып неке қиғызуға бола ма дейді. Свидетельство о браке дегенде электронный версиясында бұл жарай береді бізге. Корочкасында жарай береді, өзі болу шарт емес. Яғни сенің заксың болуың талап. А оның қағазды таппай жатсаң, электронный версиясын көрсете бер. Бізде де цивилизация бар. Бізде электронный версиясын қабылдай береді. QR-кодын көрсетсең болды. Егер келін енесімен тұрғысы келмесе, баласын против қойса, жүрегім ауырады дейді. Енді келін виноват ба? Бізде барлық жаққа келін виноват. Неге осы келінді виноват қыла береміз? Бәріміз жабылып, келін болсындай, келін. Балаңды жесіп тұрған жоқ. Бауырың ба сенің? Бауырың да сау сиыр емес. Ода да бар мәселе. Келін енді бөлік тұрғысы келеді, адам ғой. Ол жеке тұрғысы келеді, жеке өрі қыдырғысы келеді, өзі ашық жүргісі келеді, өзі үйде есік жауып қойып, өзі екеуі бір жұлысқысы келеді. Сен үйде болғаннан кейін ұрсамайды саған күйеуіне. Екеуі шымшып ұрамайды, кейбіреу қалжыңдайды, ойнайды, шу шашады. Кейде прикол қылғысы келеді. Прикол қойамайды, мамасы кобра өйтіп қойып, мен балама тиме деп байқұс жарылып кетер ол. Анда-санда кішкене күйеуді далаға алып шығу керек оны. Ең болмаса бұрын далаға алып шығатын. Екеуі үйде болады да, соны алып шығып, екеуі ойнап, қалжыңдап, күліп ойнап, оны істемейді. Еркек шаршадым дейді, келіп жатып алады. Оны сөйлейінсіз сөйлемейді, әйелмен сырласпайды, әңгіме айтпайды. Оны жаңағы мамасының алдында құшақтамайды. Ар дейді. Жақын отырса, ар жат дейді. Төсек салса, ар жат дейді өзінің әйеліне. Сөйткеннен кейін ұяла қояды, дұрыс қояды. Не істеу керек әйел? Сен ол да бір кішкене бір нежностьті күткісі келеді. Ол гүл әкеп бермейді. Мамасы үйде тұрған гүл әкеп бере ме не? Гүл әкеп бермейді. Мамаға 2 гүл алған қымбаттау. Сен гүл алмайды. А ол внимание хочет. Қыздар тем более внимание керек оған. Ол оны істемейді. Сен кейін далаға шыққа ең болмаса алып шығып, кофе, латте алып бермейді. Латте не екенін білмейді бақсы келін. Бірақ білмесе де алып беру керек. Біз даже гүл алсақ,
біреу туылды ма не деп айтады. Таныс гүл алатын адамға баршы, соседіңе. Сен гүл алып барып. Гүл алып жатқан үйде біреу туылды ма не дейді. Тойға барайын деп ма дейді. Бізде әйеліме гүл алып берейін десең таң қалады ма? Жынды оқып қалсын ба дейді. Не нормально ештеңе дейді. Тоқалыңа барайын деп жатсың ба дейді. Солай. Солай. Жолда ашуға қандай дұға оқу керек дейді. Жолда ашуға дәретпен жүру керек. Ең бірінші. Дұғадан бұрын дәретпен жүру керек. Екіншісі дұға оқу керек. Үшіншісі жақсы амалдарды көбейту керек. Менің жолдасым мамасына қысылып бөлек бөлмеден жатады. 12 жыл болды дейді. Әне, пожалуйста. 12 жылда өзі не қалды? Үсті қалған жоқ, соның өзі бөлек жатады дейді. Мамасына келеді дейді. Дұрыс қой енді. Бірақ 12 жылда бала туылды ма, туылған жоқ па бөлек жатыр. Өзіне қол жұмсаған адамды қалай шығарады дейді. Бұл өте жаман нәрсе. Өз-өзіне қол жұмсауды енді кейде қаттырақ айтамыз, жаназа оқылмау керек деп. Бірақ негізі Ханафи мазхабында оқылады, бірақ десе де қатты айту керек ондай нәрсені. Қазір соңғы уақытта жастарда осындай нәрсе көбейіп кеткендігі үшін бұған қаттырақ қайырылу керек. Бұл өте балалардың жүйкесі, психикасы. Сол үшін айтамыз ғой, сөйлесіңдер. Ол не только адам, әйелмен де сөйлес, баламен де сөйлес, құшақта, жылы сөз айт. Біз тек қана подарка алғанда құшақтаймыз. Айфон әкеліп берсең құшақтайсың, жылайсың, болды ма, болды. Сол махаббат деп есептейді. Жоқ. Айфон әпермесең сонда папа болмайсың ба не сені? Сыйлық әпермесең папа болмайсың ба не? Жылы сөз, алақанның жылылығын ата-ана, бала сезу керек. Гүл алғанға ақша, азық түлік әпер, дұрыс айтады. Азық түлік әпер. 5 жыл болды, некедеміз, көтергеннен кейін 2 рет баланың жүрегі тоқтап қалды, 3-шіге жүктім, қатты қорқамын, сол қорқынышымды қалай жеңсем болады дейді. Дәрет, постоянно бет қолыңды жуып дәрет. Дәрет деген туалетке чайникпен бару емес. Ол гигиена, ол басқа нәрсе. Дәретпен жүр, постоянно дәретпен жүр. Содан кейін дұғаларды көп оқы. Не знаю смысл жизни. Зачем вставать по утрам? Думаю, начинать намаз с утра. С чего начать? Всевышний в Коране сказал, чтобы понять смысл жизни, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ Я создал человека и джиннов только ради илля будуни, для поклонения. Поэтому смысл жизни в поклонении. Будучи богобоязненным, будучи смиренным перед Всевышним. Смысл жизни заключается в этом. То есть угождать. Когда у тебя цель есть, ты угождаешь. Если у тебя любовь есть, ты стараешься, чтобы эта любовь, твоя любовь тебе ответила взаимностью. Вот когда ты себя чувствуешь смиренным перед Всевышним, ты начинаешь ему угождать. А когда ты начинаешь угождать, ты добиваешься этой цели. А когда у тебя уже цель есть, жизнь обретает другой смысл, дорогой мой. 100 салават күнде жақшы, 101 деле салават жақшы. Емне үшін 100 болмақ? Ал 100 деле айтышыңыз бар, андан кейін 101 ал жомоқ болады, андай болбойды. Айта берің 100 күнен 105 мың, 99 мың, 100 деле 98 деле айтсаң болады. Андай бір план қойыш керек. Алла Тағалаға 100 санап тұрып, салаватты. Мына 100 қылдым, еме болғылай, успокойся, еме болды, кеттім, емне болды. Еме ішім бар да. Деген аны ошындай болып қалады да. Сайып санап деп, мұны қармағылай, еме кеттім деген болбойды андай. Таң намазына ұйықтап қалдым дейді. Артынан қаза қылып оқысам бола ма дейді. Өзі қаза қылып оқылады ұйықтап қалғанда. Сіз сияқты үлкен, дана, білімді болғың келеді. Астағфирулла. Не істесем болады дейді. Қандай әрекет жасаймын? Сен мен сияқты болма, сен имам Ағзамдай бол. Сен имам Бұхаридей бол. Сен қазақтың ұлы данасы бабаларымыздың бір Абай атамыздай бол. Мен кіммін, мен бір жаман бір адаммын, сен Абай атамда көзіңе елесте. Мен Абай боламын, қазақтың Абайы боламын. Қазақтың Сұлтан Махмұд Торайғыры боламын. А оны болу үшін не істеймін деді? Қараңғы қазақ төріне өрмелеп шығып,
Кім болмасаң, кім болам деген Сәкен Сейфуллин сияқты ағаларың сияқты, марқұм Мағжан Жұмабаев ағаң сияқты, Арыс Ахмет Байтұрсынұлы сияқты бол. Неге сен мен сияқты болу керексің? Сен менен аспысың, мен не қыласың? Мен бер жақта қалып қалған адаммын. Ана жақта керемет адамдарды, соларды елікте. Ол үшін не істеу керек? Ол үшін оқу керек, Алтын Абзалтай. Оқы жан, талпын. Содан кейін просто оқи берме. Бірақ оқығаның бәрібір сені тәрбиелейді. Қазақстанда сен оқымаған кітап қалмасын. Қолыңнан кітап түспесін. Біреуін оқыды, екіншісі, үшіншісі оқы. Бұл сонда жақсы болады жаным. Үйді емшілерге тазалатқансам бола ма дейді. Жоқ, өзің тазалайсың. Ұстаз, алаяқтарға алданып қалдым. Кредит алынды, оны төлемеген жағдайда менің мойында тұра ма дейді. Банкшы. Банк не айтады? Оны мен айтпаймын, оны банк айтады. Банк айтады. Енді сен алсаң, банктың өзі айтады саған. Причем здесь мен? Банктың анау менеджеріне барасың да айтасың, кредит кімнің мойнында дейсің. Сен солақ айтып береді саған. Конечно, сен мойнында сен алғаннан кейін. Келесі жылы пенсияға шығам дейді. Соған жалған ипа ашып ақша салсам, пенсиям көп болу дұрыс па дейді. Анау салды ғана миллионменен деп сотталып жатыр. Батыста ма, қай жақта? Мемлекетті алдап, жаңағы алаяқтар қаншау кетті сотталып. Ол жақсы емес жаным, алдама. Мемлекет деген кім? Мемлекет деген мына отырған 1400 адам. Мемлекет деген соның ішіндегі мен. Мемлекет деген президент, мемлекет деген өкімет, мемлекет деген бәріміз, бүкіл Қазақстан жаран азаматтары, бәріміз мемлекетпіз. Соқтан болмайды. Демалыс күні сізге мешітке барайын деп едім дейді. Ертерек келсеңіз ұстайсыз. Айтпесе кішкене шығып кететініміз бар, ары беріс. Қайтқан адамның киімін киюге бола ма дейді. Болады. Балам 4 ай болды, құсып ауырып жүр. Медицина жағынан бәрі жақсы, себебін таба алмай жатырмыз. Демде салдық, тағы не істеуге болады дейді. Басқарақ докторға көрсетші жаным. Мүмкін диагнозын дұрыс қоя алмай жатқан шығар. Кейбір кезде дұрыс қоя алмайды бізде. Бір традиционный, нетрадиционный медицина бар. Бірақ қазір медицинаның басқа дүниелер дамыған ғой, таба алмау мүмкін емес, табады. Аллаға серік қосу жайлы түсіндіріңізші дейді. Аллаға серік қосу деп, Аллаға да сыйынып, қосымша тағы бір нәрсеге сыйынады. Яғни чүт-чүт Аллаға, чүт-чүт тағы бір нәрседен сұрайды. От соның бәрі ширк болып есептеледі. Біз Алладан ғана, ийяка нағбуду, я Алла саған ғана сыйынам дейміз. Ва ийяка настаин, сенен ғана жәрдем дейміз. Жақында ағам қайтыс болды. Сол кісінің 100 күндік садақасын беруге ұлы қарсы. Не істеуге болады? Негізі шариатта қайшыма дейді. Шариғатта күніне бермей, басқа күні бере беріңіз. 100 күндік деген енді салтқа айланып кетті. Шариғатта, исламда жоқ 100 күн бер деген әңгіме. Бірақ Құран оқытып, елді жинауда тұрған қарсылық жоқ. Бірақ оны 100 күнде емес, 99 күнде де берсе болады, 101 күнде де берсе болады. То есть бір цифрға байланып қалма деген сөз. Ол бар нәрсе. Намазда шатасып кетсең, не істеу керек? Қайтадан бастап оқу керек па? Шатасудың түрі 3 түрі болады. Бір шатасқаннан ештеңе болмайды, намаз оқып кете бересің. Бір шатасқан болады, намазды оқып бітіресің, соны сәжде саху жасайсың. Бір шатасу бар, вообще намаз бұзылып кетеді. Смотря қандай шатасу, не нәрседе шатастың, мәселе сода. Такбирді айтып барып, рукуға бару керек пе, әлде рукуға бара жатып айту керек пе? Сол сияқты сәждеге барғанда, қайта тұрғанда әуел такбир алу керек пе, қимыл барысында? Енді бұл сондай бір парыз нәрсе емес, бірінші осын түсініңіздер. Бұл бір қадалып қалған нәрсе емес. Мысалы айтайық, такбирді айтып барып, құлауыңды көтеріп барып, такбир алып қойсаң, намаз дұрыс болмай қалмайды. Енді әдеп деген нәрсе бар. Әдепті бала, арлы бала деген дейін әдебі бар. Яғни қолақты көтергенге құлақ тигенше қолың, яки қолыңды былай көтеретін болсаң, осыға дейін такбир айтылып болу керек деген желательный, солай болғаны жақсы болады деген ереже бар, мұстахаб қатары. Бірақ ол парыз емес, Ал енді рукуға бару, Аллаху акбар деп бірге айтып, біз енді қалай істегенбіз, бірге айтып бара береміз. Сол дұрыс болады. Тұрып алып кер, Аллаху акбар деп еңкейтіндер бар. Сол кішкене бұлай айырым болып қалады, жамағат па, имам болып ұйғанда, сондай мәселе бар. Бірақ
Балам ұйықтап қалғаннан кейін сілкіне береді, дем салдыруға бола ма дейді. Кейбір баланың жаңағы гиперактивный балаларда сондай болады, дем салдырып қойса болады, бірақ дәрігерге де көрсетіңіз. Егер бала дәрі ішіп сондай болатын болса, мынау кейбір ағзалары қимылдайтын болады, соны бір реттестіру керек. Намазда таза болу керек дегеннен ба, мен аяқ қолымды көп жуамын, бірдеңе тиіп кетсе киімдерді де ауыстыра беремін, сол дұрыс па? Дұрыс емес. Жынды болып кетесің, қуып кетесің, бүйтіп қалтырап дірілдеп үйге сыймайсың, бәрі мынау жынды болып қалған дейді. Апарып молдаға оқытып, сен оған оқыған молдан тағы оқытады, содан кейін апарып бұл жынды болып кетті дейді, қуа бастады дейді. Біз өзі сөйтіп қуамыз, өзі қуғанда шайтан сөйтіп анаған бүйтіп сілкініп, мынау таза ма, мынау мынандай ма, мынау мынандай ма, мына ручка таза ма, бүйтіп ұстап, бүйте берсең, киімді ауыстырып, қағып, сілкіп, мынаны жұлып жеп, мынаны бүйте берсең, кішкене ненормальный деп ойлайды. Докторға, психолог, психиатрға апарады өзі уже. Проблема болады, олай істеме. Туалетке кіріп, қайта шығып, носкиіңді шешіп, қайта кіріп, стиральныйға қайта шығып, стиральныйдан қайта шығарып, содан кейін құрғамай, ол құрғамаған киім шақ келмейді оны саған. Киім шақ келмейді. Ананы сүртіп, мынаны сүртіп, үйдің бәрін сүртіп, кеткендердің бәрін сүртіп, ыдыс аяқты жуып, қайта кіріп, қайта шығып, қайта шығып, подъезді жуып, соседтің есік алдын сыпырып, үйдің алдынан сыпырып, қайтып кіріп, воротаны жуып, терезені жуып, қайта жуып. Бірақ жақсы, конечно, қимылдағаның жақсы. Бірақ үйде келінді жындығы жібересің. Бірақ егер өзің сондай болсаң жақсы онда. Ол чистоплотный болған жақсы. Бірақ кейін келінді де жындығы жібересің сен. Бұл түріңмен. Мынаны жудың ба, 4 рет жудың ба, 6 рет жудың ба, тағы бар жуып кеш, тағы бүйтші, тағы сөйтші. Сау адам өмір сүрмей қалады сенің қасыңда. Ол дұрыс емес ол. Ол дұрыс емес. Оны қою керек ондай нәрсені. Феримен жудың ба, фериді 4 рет жудың ба, 6 рет шайдың ба, 5 рет жудың ба, мынаны бүйттің ба, сөйттің ба, тамаққа қарадың ба, тұз салдың ба, тіліңді тықтың ба, тығып көрдің ба, көрмедің ба, ол адам жындығы жібересің олай. Сенімен өмір сүрмей қалады ешкім. Балаңа шағаң өзі айтады, мынау уже қуды әкешем дейді. Молдаға барады, алып барады. Бұл масқаралау болады. Бұл діннің тазалығы емес, бұл адамның уже шектен шығып кеткені. Дұрыс емес, қой оны. Қой ондайды. Анам ауыр халде, жағдайда жатыр, онкология, инсульт, дем қашан салуға болады. Бірінші мамаңнан сұра. Сізге бір осындай жеңілдету айтып, бір молда шақырып оқытып қойсам, Құдай шипа береді деп айтасың. Ол өліп қал, иманыңды үйрейін деп жатырмын деп айтпа. Ауру өлеме, сау өлеме Құдай біледі. Одан кейін бірінші сол кісіні көндіресің. Содан кейін молдаға барасында молдамен сөйлесесің бірінші. Молданы бас жағаға жағалып келме молданы. Молда да жүгіріп келіп, өледі Құдай қаласа демесін. Келіп молдаға түсіндіріп айтасың. Мамам кішкене ауырып жатыр. Соған бір шипа аятын оқып. Ол иман үйренуге жүрмесін. Иман үйренуге келіп, баяғыда біреуді алып келген ғой сөйтіп. Сөйтсе бүйтіп қарап тұрып, аяғы суып қапты. Өз аяғы суық адам екен да, бүйтіп аяғын ұстап көрсе аяғы суық екен. Бір күнде өледі депті ғой, ана адам жазғызайын деді. Қой ондайды. Олай істе. Бірінші имаммен сөйлесіп аласың, одан кейін әке-шешеңнен кейін, мысалы мамаңнан кейін имаммен сөйлесесің, айт. Кішкене бір дұға қылып қойыңызшы дейсің, соң барады. Ассалаумағалейкум, ведбужия мача ем деп жатады, ол қалай дейді. Баяғыда түк жоқ кезде, аптека жоқ кезде, доктор жоқ кезде, қазақтарда ол кезде жаңағы киізді күйдіріп, мына қанды тоқтату үшін киізді не болады, сырни болады. Сіз сырни бүйтіп күйіп қалғаныңызда күйікті бас жіберіп, прижигать етіп сөйтіп қанды тоқтатқан. Ол сол заманда болған. Қазір 21 ғасыр, нормальный поликлиника бар, нормальный доктор бар, мача ішпей-ақ қой, верблюдтікінде, крокодилдікінде, өзіндікінде, соседтікінде, әйеліңдікінде ішпей, ешкімдікінде мача ішпейін. Мача ішетін жаман емес қазір. Өзі Құдай шығарып жіберген нәрсені ішпей-ақ қою керек. Ғұсыл алсаң дәретке де санала ма? Саналады. 37-ге келіп қой сою керек па, жол ашусын, мүшел жасқа кіріп жатыр қойда дейді. 37-ге келмесең соймайсың ба не? 37-сіз қой соймайсың ба, соя бер. 37-те де сол, 36-та да сол. Реал Мадрид айтып қойдық қой, кеше тұр менде пост болып көр, соны көр. Кеше айтып тастадық оны. Здравствуйте, что скажете про тех, кто делит и обзывает оралманами? Ну, как сказать? Во-первых, надо принять ту участь, которая есть, чтобы не... Это тот человек, который вам сказал, это я второй раз скажу, потом скажу, понимаете? Вот, если вот с одной рукой, даже добавляя мои, у нас будет 4 руки.
4 ладони мы не сможем закрыть рты, понимаете? Поэтому это воспитание, во-первых. Во-вторых, вы, если с каждым будете спорить, кому-то что-то доказывать, ваша жизнь никогда не наладится. Ну, сказали Оралманам, и что, вы же, вас не говорят же, вы придурки. Говорят просто, ну, ты человек сказал, ну что, если за каждым вот так цепляться, жизнь обретет другой смысл. Поэтому оставьте как есть. Это первое. Если даже собаки лают в вашу сторону, в чем разница между нами и собаками? Мы дальше идем, мы люди, эти собаки будут лаять всю жизнь. Поэтому пусть лают в этом безграмотность и сеют раздор. Поэтому этого не должно быть, в принципе. Хороший человек, он сказал, ты знаешь, своим ученикам, говорит, столько гремело, говорит, ну дождь после такого грома, говорит, дождь должен был, говорит, быть. Поэтому не обращайте на это внимания. Намазда тетрадқа жазып оқуға бола ма, я гүнә ма, өмірді оқырда ядыма келмей қалады. Болады. Қағазға жазып қойып, жаңадан үйренген жазып қойса болады, ештеңе етпейді. Әр намаздан кейін Құран бағыштау мен дастарханда адамдар шақырып оқыған. Әр намаздан кейін оқысаңыз болады, бірақ оны елдің бәрі қарап отырады. Кейде өмір ғой. Асығасың, сен тоқтай тұр, мен Құран оқуым керек деп елдің бәрін тоқтатып қойып оқығанға келмейді. Тамағың ашып күйіп жатса, сен Құран оқып жатсаң келмейді. Кейбір кезде оқу керек, кейбір кезде жағдайға қарау керек. Үлкен мамам падает все время, даже на ровном месте. Үлкен кісіге тұсауын алдынан или артынан правильно кесуге дейді. Үлкен кісіге вообще неправильно тұсау кесу. Тұсау кесуді үлкен адамға кеспейді. Это не нужно делать. Это выдуманная сказка, не былица. Сондықтан үлкен адамға тұсау кесілмейді. Это қазақтың кішкентай балаға салты, дәстүрі, әдебі, болашағы, тәрбиесі. Үлкен адамға просто өзіне қарап жүру керек, сақ болу. Кейбір адамдар болады, натура такая, біреу аяғын былай басады, біреу аяғын былай басады. Сондай. Ассаламағалейкум, Нұреке. Ауылымызға жас жігітті имам тағайындады. Аудан имамы. Өзіміздің ағамыз пенсия жасына асып кеткен еді. Соның айлығын жігіттер реттеп отырамыз. Соның сауабын емес, сауабын, мәселе тек қана айлықта емес. Тек қана айлығыңды бердік, ол айлықтан басқа мәселе бар. Имамның айлығынан бұрын, айлығымен бірге сол имамнан оқып үйреніңдер. Ол имамда мәңгі болмайды, былай ғой. Айлықпен ұстап отырмайды адамды. Әйелді ақшамен ұстамайды ғой, тура сол сияқты имамды да ақшамен ұстамайды. Имамның ол күнделікті өмірінің тірлігі ғана. Сіздер сол имамнан оқыңыздар. Жаңа ақша жинағандар, балаларыңды жіберіп оқытыңдар сол имамнан. Сол имам оқып келген бала. Соның барып сабағын оқып, одан кейін айлық бергеніңді қайтейін, оны барып міндет қылып желкеледен шығаратындар бар екен. Біз саған айлық төлеп жатырмыз. Неге сен келмейсің сағат 9:30-да? 9:30-да кел десем, 10-да келдің сен. 10-ға шақырсам, неге 8:30-да келмейсің? Айлығыңды мен беріп жатырмын деп жеген желкесін шығармаңдар. Берсең садақаңды беріп жатсың. Жәнін шығарып, оны түртудің керегі жоқ. Мәселе осыда. Сондықтан айтпақ болғаным, айналып кетейін. Кішкене былай өзгертіңдер өмірлеріңді. Сол имамнан оқыңдар. Кешке қарай сол имамды заинтересованный қылып оқыңдар. Барып алдына барып көкірегіңді көтермей, біз жігіттер өзімізді имамды дос қылып, деп имамға сөйлеме, жас имамға. Бесігін тербеткен жоқсың сен оған. Ақша берсең де. Соқтан молдеке, имеке деп бастарыңды төмен еп, бізді оқытыңыз, біздің балаларымызды оқытыңыз, сіздің уақытыңыз бола ма, қай уақытта кеш келекмін. Қазір қыс кезі жақындағанда сахабалар айтады екен, қош келдің білімнің кештері деген. Яғни түн ұзан қой, сон кешке қарай тикток көріп, инстаграм көріп отыра бермей, барып шақырып, барып мешітке барып отырып, барлығын сабақ оқыңдар, Құран оқыңдар. Соны Құран оқуды үйрен өз әке-шешеңе өзің. Қашанғы молда оқып бере береді, ұят емес пе? Сондықтан содан барып үйренің, балаларыңды үйретіңіз. Міне сол. Аяқтың қисықтығын операция істеп түзету дұрыс па? Дұрыс. Аяқтың қисығын, мұрның қисығын, көзің атысып кеткен болса, түзеткен дұрыс болады. Мына совсем бетің бәрі мүжірейіп кетсе, гиалуриновая кислотаны салып, мынаны келтіріп, ботоксты салуға болмайды енді, бірақ әйтеуір гиалуриновая кислотаны барып, кішкене лифтинг лораш босай жағып, бетіндегі пигментация болса пигментацияны кетіріп, солай істеуге болады. Ол жақсы нәрсе. Көзіңнің мынау үстіңгі қабағы түсіп кетіп, мынандай терісін тартқызып, кішкене әдемі болып, әжімдерді бүйтіп реттестіруге болады, оған ешқандай проблема жоқ. Ал енді мына ерніңді бүйтіп үлкейту харам.
Дәретті темекі бұза ма? Темекі бұзбайды. Жамағатпен намаз оқығанда сапты өкшемен түзеу керек па, аяқтың ұшымен ба дейді. Екі түрлі риуаят бар, бірақ аяқтың ұшымен түзейміз біз. Ринопластика жасатуға бола ма? Комплекс болса болады. Өйткені күліп елдің бәрі мазақтап, демалуын қиындау болса болады. Адамның кейбір табиғи нелері болады, ретсіздіктері, табиғи өзі кішкене мұрны қисық, демалуы қиын, құлағы мынандай аватар құлақ, соны кішкене реттесе болады. Адамдарға жағу мүмкін бе? Аллаға жақсаң, қалған бәрі орнына түседі. Адамдарға жағуды ойламайтын боласың. Татуаж жасады кезінде, ол татуировкаға жатады ма дейді. Енді адамның сурет салуы есептелінеді, қалай болғанда да. Аруақтарға қандай сүрелер бағыштағанда айтқан дұрыс? Білген сүренің бәрін айта бер. Аруақский сүре жоқ. Қасым жұқалау, соған шаш өсіреді екен, соны жасауға бола ма дейді. Бұрын бар болған болса, бұрын болған, мысалы айтайық, кейін түсіп қалдық. Қақиып бәрін жұлып-жұлып түсіп тастасаң, бұрын болған болса өсіруге болады. Шаш егуге бола ма? Бұрын шашың болған, мынандай қап-қара әдемі красавчик шашың болған, соны шашың түсіп қалды сыпырылып. Соны қайттан өсірсең болады. Өйткені бар еді. Жоқ шашты, мына жермен бәрін сақалға өсірем деген жақсы емес. Намаз уақыты кірсе, көлікте, немесе көлік айдап отырғанда намаз оқыса бола ма? Болмайды. Ларош посайға реклама. Ой, Ларош Ламер реклама. Ол реклама емес олар. Ол компаниялар Ламер, одан кейін барып Ларош посай, Килиан, бұларға клининг, бұларға не керек жоқ, реклама керек жоқ. Олар өзі реклама мұқтаж емес. Баланың тұсауын ата-анасы кескен қаншалықты дұрыс, ниет еткен кісіге жете алмай отырмыз. Басқа қалада ол кісі дейді. Әкесіне кестір. Әкесі кескен жақсы болады. Сенің жолыңды берсін деп, әкесін кестір. Мен айттым ғой, азанды папасына айтқызыңыздар. Әкесі тұсауды әкесі кессін. Әкесіне мотивация ол. Менің балам екен бұл, менің перзентім екен бұл, деп соған еңбек етеді, талпынады, ұмтылады. Сол баланың анасы ретінде сені құрметтейді. Bir жағынан сен жетекте, бір жағынан өзің жетекте. Қолын кесіп, өз балаларыңыздың қызығын өздеріңіз көріп, соны қуанышқа айландырып, сол айдалада біреуге жалынбай-ақ, өздеріңіз-ақ жасаңыздар соны. Соны жаса, бала әкесінің алдыға шар, әкесі сен жатта, соны алдын ала айт, бәлен күн саған кестірем, ол дайындалады, бір дұға жатта де, соны видеоға түсіріп алып, кейін анандай кассета диск айландырып, немесе YouTube-қа сақ қоям, бәрі көрсін. Қазір өз памятный видеоларды сақтаудың ең жақсы жолы не болды ғой? YouTube-қа загрузить етіп қоясың, қарап отырасың, просмотр қанша болатын. Содан жақсы бата жаттабасын папасы, айт жатта де. Сон папасы бата берсін, айт, сен аумин деп қол жайып отырсың. Папасы бір бейтіп тұрып бір батаны жаттайды, сон тамаша. Сол сондай тәрбиелі болады. Сонда жақсы болады. Әкесі, мына менің балам, ертең тарих болады. Ол әбден дайындалады, толғанады, сөздер құрайды, молдаға звондайды. Маған осындай болайын деп жатыр деп. Сон адамға мотивация өстіп құралады адам. Оны біз біреуге жалынамызда жүреміз. Бай дәулетті депутат біреуге керек жоқ ешкімге. Не ласты депутаттарға? Депутат бүгін депутат, ертең депутаттан түсіп қалуы мүмкін. Жеп қойын деп жатырмыз ғой, маман құттықтадың, бабан құттықтадың, биттің де сөйттің, ананы айтпадың да, мынаны айттың деген сияқты. Сол бүгін мақтайды, ертең түсіреді. Әке ол вечный әке. Оны ешкім түсіре алмайды. Оны Құдай түсіреді болды. Сондықтан сол әкесін айтқыз. Бүгін әкім, ертең әкімнен түсіп қалады болды. Бір министр ертең қаңып қалады, жұмыстан түсіп болды. Жұмыссыз оны сәлем бермейді ешкім. Ене бар болса, сол енесіне жақсы киім кигізіп, міне осындай енелерге айтқыз. Енелер жоқ кезде істеп алыңдар. Енең қырылатымызда екі рет кес. Атасына бір кестірді. Олар кетіп қалады тойға, бір жаққа кетіп қалған өздерінің отдельный церемония жасап жүріңдер. Сөйтіп істе. Ол бәзі болады. Ол да қорқады, мамамна папамна ұят болады деп. Сол кезде мамасына бір қидырып аласың да некесіне, жаңа тұсау. Содан кейін өздерінің отдельный тағы контрольна қиып жіберіңдер болды. Мен сізді түсімде көрдім. Очередте тұр екен біз оқытылуға дейді. Очеред бар ма екен? Очеред жоқ шығар? Көрейік, очеред бар ма? Очеред жоқ па екен түсіңізде? Түсіңіздегі нөңізде көрейік, жаңа біреулер бар еді. Кім келдіңіз? Қандай мәселе? Қазір, қазір.
очет бар екен. Түсіңіздегі өңізде келді. Фотоларды соцсеттерге салған қаншалықты дұрыс дейді. Көз тию деген бар ғой дейді. Бас жоқ аяқ жоқ сурет салма, бірақ қажетті болған суреттерді салса болады. Мысалы айтайық, бір үлгілі болған, тәрбиелі болған, қазақтың көйлегімен, шапанымен, әдемі бір үлгі болатын нәрсені салсаң салыңыз. Ода тұрғаншылығы үйренсін, бәрі талпынсын сіздерді. Кейбір біріншіден ниетің дұрыс болу керек. Сен салған кезде бәрін көзін ойдырам, бәрін көзін ойдырам, ішін қыздырам деген болса, әлбетте жақсы емес. Ассаламалейкум, балаларымның барлығын азан шақырып, атты қойылған есімді емес, осыған байланысты қайта азан шақырып, өзінің атын қойған бола ма? Сізге Алла разы болсын, баршамызға Алла разы болсын. Жоқ, бауыржан, керек жоқ. Сол балаларға азан шақырып ат қойылмаса, енді азан шеңберінде тәрбиеле, намаз шеңберінде тәрбиеле, қазақтың ұлттық салттық сана жүйесіне тәрбиеле, қазақтың данышпандарын, батырлар жырын, ұстазды құрметтеу. Ұстаз дегенде мен молдалар айтып тұрған жоқпын, кәдімгі мектептегі ұстаздар айтып жатырмын. Соларды құрметтеу, мұғалімді көргенде орнынан тұру, олармен жақсылап амандасу, үлкендерге қол беріп дұрыстап амандасу, әкені көргенде құрметтеу, осы ананы құрметтеу, осылардың барлығын үйретсем, ең жақсы дүние осы болады. Ринопластика жасадым. Ринопластиканың показаниясы шариғат шеңберінде болу керек. Необходимость болу керек. Там искривление, демалу қиын, осы сияқты. Мұрның очки тұрмаса, мысалы, мұрның очки тұрмайды, мұрның лепешка мұрын болатын болса, мысалы, очки кисе, очкиң құлап қала беретін болса, тұрмайтын, онда болады. Азан шақыру міндетті ме? Жоқ, міндетті емес. Алау есімін қоюға бола ма? Болады. Жақсат. Өлім көз алдыма келе береді, не істесем болады дейді. Көз алдыңа келсе де өлесің, көз алдыңа келмесе де өлесің. Өлімді ойласаң да өлесің, өлімді ойламасаң да өлесің. Күлсең да өлесің, жыласаң да өлесің. Разница жоқ. Бай болсаң да өлесің, президент болсаң да өлесің. Бәрібір өлім неизбежный. Премьер-министр болып жүрген Бектенов айтты ғой, Олжас бауырымыз, екі нәрсе неизбежный, налог пен смерть деді. Сол сияқты неизбежный нәрсе, оны. Сен оны ойлағаннан қорқпа. Қалай өлім деп ойла. Сол қиын болады. Ассаламағалейкум, Якутияда оразаны қалай ұстайды? 6 ай бойы күн тұрады дейді. Сен Якутияға бар. Сол Якутияға мен ала кет, құр кетпей. Соң екеуміз мен алып барасың, соң менен сұрайсың, соң мен сөйді айтып берем үкімі. Үкімі бар оның. Кәлілермен ұстайсың, бірақ Якутияға жалғыз кетпе, мен ала кет, соң точно айтып берем. Сен қатырасың өзің. Мен саған айтсам қазір, Якутияға бармайсың сен, не пайда білгеннен саған, Якутияда былай оқиды деп. Ана имам Мәліктен біреу кеп сұрапты, осындай бір адамның ойында жоқ, кездеспеген сұрақ сұраған ғой. Сөйтсе имам Мәлік айтты, ондай нәрсе кездескен жоқ біз, өмірде болған жоқ депті. Болып қалсашы депті. Сол болған кезде шақырасың, сол кезде айтып берем депті ғой. Бізде әлі болған жоқ ондай нәрсе деген екен. Сол сияқты сен Якутияға бар, құр бармай мен ала кет, соны мен саған айтамын, не істейтініңді. Қызымның 11 жаста, ұмытшақ, есте сақтау қабілет қабылдау өте төмен дейді. Не істесем болады? Табиғат қалып шық. Табиғат қалып шық, қыдырт, ел көрсет, жер көрсет. Балаларды анау үлкендерге жақындат. Бірақ ана мазақтайтындарға емес, кішкене бір ақыл тоқтатқан деген адамдарға. Балаларыңызды елдіге шығарыңыздар, телефонға жабыстыра бермеңіздер. Өздеріңіз бірге шығыңыздар, мамалары. Табиғат қалып шығып, аптасына бір күн уақытты бөліп, балалармен ойнауға уақыт бөліңіздер. Қыдыруға, серуендеуге, жай әшейін далада жүріп келуге, бірге таза ауаға шығуға, суға қарауға, жасыл енді жасыл дейтін күз бітті енді. Күз келді деген ғой, жапырақтар түсті. Сары жапыраққа, табиғат аясына, шөп жылуға, ең болмағанда есіктің алдын сыпыруға, тазалып, таза ауаға шығуға, пластик теруге, далада мусор жинауға қаланың балалары белі бүкірейіп қалмайды. Барып, соны апарып жүр, тазалаймыз, үйімізде, табиғатымызда паркқа барып, паркты бір күн тазалап шығыңыздар. Әлде орын шектеулі ме дейді. Не нәрсеге? 40 жаста дейді, ұлым күнде ішеді, не істесем болады? Охо. 40 жаста дұға қылыңыз.
ұстаз үтір намазымды оқып алып, ертеңгісін таң намазына 10-15 минут бұрын тахаджуд оқыса бола ма? Болады. Оқи бер. Ерте тұрсың, таң намаз кірген жоқ, оқи бер. Халал стандартпен колбаса тағамды жей беруге бола ма? Жаман қоспаларды болып, күнә болса кімге жазылады деген маған ба жазыла ма, адамдарға ма? Егер жаңағы халал стандартты жабыстырып жазып қойған компанияға сеніміңіз болса, онда күнә сізге жазылмайды. Но бәрібір бір тексеріп алу керек. Танитын адам, танитын компания болу керек та. Сыртында халал стандарты қазір не ретінде қолданып жүргендер бар. Қалай десем болады? Реклама үшін. Сондықтан бұл жақсы емес. 60 жасты тойлауға бола ма дейді. Негізі тойлағанның біз 30 жыл планын орындадық деп есептеймін. Кішкене 60 жаста адам өзгеріп, жақсылыққа бет бұрып, енді ар жағында 60 жыл өмірі жоқ, ол гарантия. 60 жыл өмірің жоқ, өмір бар дейтіндей. Сондықтан 120-ға келмейтініміз анық қой. Сондықтан айналып кетейін. Сол 60 жастың өзін Құдай беріпті. Мейлі енді той жасапсыз, бірақ жасасаңыз да арақсыз жасаңыз. Жасасаңыз да мына слишком ұятсыздыққа, арсыздыққа, дүние шашуға, мақтангершілікке, мені жеңіп түсуге, біреуге бір нәрсе дәлелдеуге, құдаларды сындыруға, біреуді таң қалдыруға ниет болмасын, Алладан көркем түрде өзіңе қайтуды нәсіп ет деп дұға ету дұрыс па? Қашан қайда өлетінімізді білмейміз ғой дейді. Жоқ. Өзіңе ла татаманнал маут, өзіңе өлім тілемеңдер деген. Өз-өзіңізге өлім тілеуге болмайды. Қандай күйде болсаң да, бұлай жатқанша өліп қалайын деген сөз дұрыс емес. Бір ғана мәселе бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам маған осы өмірім қайырлы болса, онда өмір сүруді нәсіп ет деп, егер өмірім қайырлы болмаса, онда сенің құзырыңа кету деген сияқты мәселе бар. Біреуге өлім тілеме, өлімге өзіңе өлім тілеме. Қазір анау күйеуім менмен болсын, менмен болмаса семен болсын Құдай деп тілеген сөз жақсы емес. Ол әшейін қалжың үшін айтылған сөз, бірақ қалай болғанда да өмір тілеңіздер. Кімге болса да өмір тілеген жақсы болады. Таспен атқанға аспен ат деп атан қазақ үйреткен. Тойдың да бір шекбері, тойдың да бір өзінің орны болатын шығар. Ауыратын ерекше баланы сүндеттемесе бола ма? Болады. Сүндеттеудің керегі жоқ. Ауру балаларды сүндеттемеңіздер. Онсыз да ол бала жаны қиналып, жүрген жүрі, бас ауырып, денесі ауырып, ахуалы ауырып отқан баланы одан бетер добивать етіп, қинап, ол өз жай бармайды, ол бүкіл хирургияны қинайды, өзінің қинайды. Керек емес нәрсе. Баланы однері сүннет деген жерімен тексермейді. Тем более бала науру бала, сондықтан олай жасамаңыз. Керек жоқ. Почему семью умершего обязывают купить шапаны, камзолы, платки, 9 жол деп? Считаю, похороны должны быть скромными. Вашими, конечно. Шариат говорит, что это неправильно. В первую очередь надо похоронить по исламу, по шариату достойным. Вот эти все то, что у нас разрывают материалы, раздают чапаны, камзолы, это вообще излишество полнейшее. Как и на свадьбах, так и на похоронах. Это делать не нужно. Вот 30-летиями наши имамы, и в том числе я тоже говорю, это делать не нужно. У нас жениться большая проблема. Из-за чего? Из-за того, что вот эти все навыдуманные как бы псевдо-традиции, которых-то некоторых людей, извините за выражение, алкашей, которые хотят на этом нажиться, точно так же относительно похорон, тоже там вот это надо дать, тому дать, там от этому аташку, этому апашку. Нет такого в исламе. Особенно, когда больно, когда мы наблюдаем это за молодыми людьми, которые родители полностью погрязли в долгах, и их тоже обязывают это делать, резать коня. Ну что это такое? Он сам в долгах, весь в кредитах, и еще хотят это добить, на этом нажиться. Имамы должны об этом говорить. Я считаю, что имамы в должной мере говорят. Этих имамов не слушает, не прислушивается. И имам в конце концов молчит. В первую очередь кто-то умер, надо советоваться с имамом. О, имам, господин мулла, умер человек, как его похоронить по исламу? Такого нету. Они в первую очередь советуются с кем? Советуются с пловщиком,
который накрывает Дастархан, он говорит 40 литров растительного масла, 40 килограммов моркови и так далее, о плове переживают. И 4 человека, поднимая носилки, устремляются на кладбище, 4 женщин, поднимая пакеты, устремляются на рынки, чтобы побыстрее накормить этих людей. Сейчас в данный момент рестораны этим занимаются. В любом случае, не знаешь, оплакивать ли умершего, либо оплакивать ли умершего, либо покормить гостей. Вот к чему мы пришли. Вот к чему мы дошли. Поэтому мы это говорим. Еще некоторые говорят, что это наша традиция. Те люди, которые защищают традиции, пожалуйста, защищайте в другом месте. Традиции умершего человека – это похороны достойным образом. Они занятия трапезой. Побыстрее накормить. И вы поглядите на этих людей, которые едят ваш плов, ваш дастархан. Они ни один ни человек не думает об умершем. Восхваляют пловщика, восхваляют плов, еду, мясо, как будто в жизни мяса не видели. Это самое главное, что в ислам нам говорит. Надо похоронить достойным образом. Закону шариата, закону Всевышнего Аллаха. Вот это нужно делать. Надо поменять образ жизни детям, чтобы они от смерти отца поняли, что жизнь, она скоротечна, она быстро заканчивается. То, что пришло отцу, через какое-то время придет сыну. Поэтому надо делать добро побыстрее, когда при жизни. А мы начинаем оценивать людей, когда человек покинет нас, когда он умрет, начинаем ценить его, устраиваем большие-большие дастарханы, провозглася через микрофоны, через громкоговорители, что этот человек был хорошим человеком. А при жизни этого отца никто за человека не считал. Он умер, будучи голодным человеком. Однажды, умирая один отец, вернее, болел отец, сказал сыну: если я умру, ты что будешь делать? Он говорит: дастархан накрою. Какой? Большой дастархан. Что зарежешь? Корову или коня зарежу. Хорошо. Плов сделаешь или бешпармах сделаешь? Говорит: плов сделаю. Отец, ты любил плов. Говорит. И тогда отец сказал: сделай при жизни, пожалуйста. Я сейчас голодный. Я хочу сейчас есть. Не тогда, когда я умру. Поэтому надо делать при жизни все. Bilgeni қазақша. Эй, Алла, саған қонақ болғың келеді. Мені өзіне қонақ қыл. Мен лайықты болуға маған нәсіп ет деп айта бер. Нұрлан аға, әкемнің қабірін сыртқы және ішкі жағын арам шөптен тазалауға бола ма? Қураған шөптен. Ұлымның тұсауын 1 жасында кескенбіз. Сүрінше қайта кесуге бола ма? Жоқ. Аттахият оқығанда саусақты көтеру, көтермеу, қалай көтеріп, қалай түсіру керек? Түсіргенде алақанды толықтай жаю керек па? Түрлі ақпараттар шатасып болдық. Анықтап айтып берсеңіз. Шатасып атсаң дейді, вообще көтермей қой дейді кітаптарда. Егер шатасып, анау ұстаз былай айтып, мынау ұстаз былай айтып, анау бір-бірін жамандап, анау аңдап, біреу бүйтіп атып, біреу бүйтіп жындығы жіберсе, лучше көтермей ақ бүйтіп тұра бер дейді. Бірақ бірнеше версия бар. Ең дұрысырағын айтайын, Мұлла Али Қари ұстазымыз, бабамыз солай үйретеді. Қолды жинап, ашхаду, енді аттахият оқып келе жатасың, аттахияту лиллахи ва сал. Бәрін айтып келесің. Ашхаду алла дегенде көтересің. Жақсы көрініп тұрған шығар, алла дегенде көтересің. Иллалла дегенде түсіресің. Бұл бір дұрысы. Енді кейбір айтады, саусақына қалған 3 саусақты жинау мәселесінде. Кейбір айтады, жинаған дұрыс дейді. Ашхаду, саусақты жинайсың бірге. Ашхаду алла деп көтересің. Иллалла дегенде түсіресің. Осы жинаған саусақ тұра береді осылай. Бәрі қатар тұра береді. Намазда біткен кезде ассалам дегенде мына саусақты жібере саласың дейді. Дұрысы соларақ. Одан кейін қимылдату мәселесінде. Қимылдату мәселесі дұрыс емес деп айтылады біздің мазхабымызда. Яғни жыбырлатудың қажеті жоқ. Егер жаңағы айтқандай проблема жасап, әрқайсы әр басында қатырса, онда көтермей ақ қой. Еш қайда алаңдамай намаз қалай бастап кетсем болады дейді. Мешітке барасың, имамнан сұрайсың, бастап кете бересің. Тұсау кесу спереди или сзади резать путы. Путы режутся спереди, благословляются спереди. Некоторым удобнее сзади. Ребенок как бы вас не видел, вы чужому, допустим, чужой человек, и ваш чуть-чуть взгляд, если ребенка пугает, лучше сзади подойти, там особо разницы нету спереди. Но если ребенок такой неустойчивый, неусидчивый, либо ребенок чуть-чуть такой пугающийся, да, допустим, когда у нас еще налетают бабушки, дедушки, соседи, все, там начинают что-то кидать, что-то. Ребенок путается, вернее, пугается, лучше сзади аккуратно прийти и срезать, и все, это самое лучшее.
Тұрмыс құрмағанмын, умраға өзім барсам бола ма махрамсыз дейді. Жоқ, махрамсыз барма сен. Сен күйеуге шық. Сол жинаған ақшаға күйеу сатып ал. Тезірек сатып ал жаным. Көп ақша жинасаң, күйеу көбейеді өзі. Күйеуге шық жаным. Сол жақсы болады. Балам 3 жас 8 ай, қазір сүннет етсем болады ма дейді. Жоқ, 3 айда баланың тілі шыға бастады же. Тілі шыққан балаға Құран үйрет. Сүннет нағыз жақсы жол болады. Құран үйрет. Қане, балам Құран оқы. Әлхамду деп Фатиханы оқыт соған. Ең жақсы вариант сол болады. Соңғы жеті атасын жаттатқыз. Жеті атасын, папам Марат, мама Мараттың папасы, атамыздың аты Сұлтан, Сұлтанның атасы Сүлеймен, Сүлейменнің атасы, мысалы айтайық Дүйсекең, одан кейін ана соның бәрін санатта, ал енді атама Құран оқимын деп балаға Құран оқып, батағайырды үйретсең, ең жақсы болады. 3 жасар балаңа батырлар жырын жаттат. Батырлар жырын жаттаса бала ғажап болады. Алпамыс батырды жаттат. Қобыланды батырды жаттат, батырларды Ертөстіктің жырын жаттат, Сұлтан Махмұд Торайғырыпты жаттат, Сәкен Сейфуллиннің шығармаларын жаттат. Оны, міне нағыз жаттататын нәрсе балаға. Садақаны сіздің мешітке салайын деп еді, нөмір дейді. Мен нөмірімді біліп алғым кеп тұр, Рахмет, Алла разы болсын, рахмет. Сен былай қыл. Платежи дегенге кір. Платежи дегенге кірсең, солай ғой дейме, қазір көрейік. Харекет деген қор бар. Немесе Нұр Мүбарак деген қор бар. Соның любойын аудара бер жаным. Болмаса платежиге келесің. Что хотите оплатить деген жеріне жаз. Көрейік. Шығам екен, шықпайым екен. Ырыс келді десең шығар екен, міне. Ырыс келді қажы десең мечет деп шығып тұр. Содан аласың ба, соған салып жібер, болды. Ты хитрый, мен номерімді алып алғым кеп тұр. Мен номерім қатты жоқ саған. Мешітке салай бер. Қызымның тұсауы кесілмеді, өзі 6-да дейді, ештеңе етпейді. Ұлымның тұсауы кесілмеді, аны айттық. Енді кеспей-ақ қойыңыз. Күйеуім балаларға айғайлай береді. Жылы неге сөйлемейсің дегенмін. Есіртпе баланы дейді, дұрыс па сол? Енді кейбір өзі сондай бір кішкене қаталықта өскен бала болуы мүмкін. Енді сіз неғыла бермеңіз. Соның көзінше, балалардың көзінше айғайласып, ол саған айғайлап, сен оған айғайлап, сен аузын жап деп, екеуің ұрысып, байың болып, сен ұрып текпілеп, сон балалар бұдан бері жынды қыласыңдар. Папасы қатал болса, сен жұмсақ бола бер жаным. Дики аттың етін жесе болу дейді. Дики ат болса болады. Эми дики құлан болса, ешек болады. Ешектің атын жеске болмайды. Ешек болса. Эмне дегендері бар? Мустанг дегендері бар. Мустангты жесе болады, а мустангтар жылқы болады. Ошо дики дейді аға. Дики құлан деген пржевальскийлер болады, ошо пржевальский болса, ал жылқы болады. Жылқы мен ешекті айыра тұрғанда адамсың да ошо. Ешекті жеп қой ош керек. Итакты ешектің бәрін сойып, біразын самса қылды. Қырғызстанның біраз жерінде, оңтүстіктің біраз жерінде ешек сойып, ешектен біраз самса жедік. Құдай өзі сақтасын, астағфирулла. Қанша жолдан тамақ жейміз, қай жерде ешекті қыжып берген білмейсің. Сондықтан солай. Түсімізде Меккеге барсақ не болады? Иншалла, өңінде барасың қажылыққа. Өткенде мысығымды машина басып кетті.
Үйде ұстай алмаймын, өйткені үлкен кіші дәрет ағып жүреді. Күн суық, не істеймін ол мысыққа дейді. Сен жазы бойы айтпай оны, қыс келгенде айттың ғой онда. Үйдің ішінде егер олай алып жүрсе, онда далаға жатқызасың. Жаңағы аш қалмайтын жерге, бір тамақ береді ау деген, бір кішкене жылыр ау деген жерге тастасаң болады, апарсаң болады. Орталықтар бар, соларға өткізсең де болады. 10 жыл бөпе көтере алмай жүрмін, қандай сүре оқысам болады? Тәубе, истиғфар көп айт. Астағфирулла, астағфирулла деп тұрғанда айта бер. Үтір намазын қай уақытта оқуға болады? Құптан намазынан кейін таң атқанша аралықта оқи бересің. Күйеуі машина жүргізуге қарсы, тыңдау керек па? Правама 17 жыл болды дейді. Правасы бар, бесправная болып тұрсын ба? Өзі әйел адам машина жүргізуге бізді қазір өте қиын. Еркектер көп андай нервный, көшеде бәрі нервный, деп былай шығып, мына жағынан шығып, артыңнан сигнал беріп, жасыл жанбай тұрып, әлі қызыл жанбай тұрып, моргать етіп өтіп кетті деп, одан кейін өтіп өтемей сарыға өтсең артыңнан сигнал беріп, жасыл жанды болып, сигнал беріп, не болды деп, боқтап, деп жындығы жібереді. Әйел адам нәзік, плавно, тыныш. Еркектің қасында отырмайсың ба, кайфовать етіп. Не қыласың ол? Машинаға отырып, праваң барын білеміз. Просто правам бар менің де деп Инстаграмға салып қой. Просто көрейік, праваң бар ма, жоқ па? Көріп тұрайық та. Потому что біз білмейміз сен праваң жоқ екенші. Соны білуіміз керек қой біз. Сенде права бар ма, сенде права жоқ па? Соны білуіміз керек. Сол білу үшін праваңды салып қой. Көріп тұрайық, правасы бар екен ғой деп айтамыз. Сен айдамайды деп сұрап жүрміз ғой бәріміз. Как раз солай. Бірақ күйеу айдасын, сен қасында отыр, рахаттанып, табиғатын қарап, инстаграмды қарап, күйеуіңе былай қарай суретке түсіп, былай қарай суретке түсіп, менің байым деп суретке салып қой, болды, күшті болады. Болды. Ең жақсы сол. Күйеуіңнің тілеуін тілеп отырсың кейін. Осы аман келсе екен, көп ақша алып келсе екен деп жақсы болады. Құнут дұғасын жаттай алмаймын. Қазақша қалай оқуға болады? Құнут дұғасын тамақ ішкен кезде оқы. Құнут дұға ол тек қана өтір намазда оқылмайды. Құнут дұғасы постоянно оқыла береді. Тамақ ішердің алдында оқып біткеннен кейін оқы, жатар кезде оқы, қонаққа барар кезде оқы, туалетке кірердің алдында оқы. Қатты қыштаса оқыма. Бұтыңа жүріп қоясың, потому что үлкен ол. Содан кейін шығып біткеннен кейін оқы, жатардың алдында оқы, оянып біткеннен кейін алдына қойып қой. Аллахумма деп бәрін оқи бер, бола береді. Постоянно оқи бер. Одан тек қана құнут дұғасын бір жерде оқымай, соны тез жаттайсың. Әпкемнің баласын емізсем бола ма? Болады. Күйеуінің рұқсатымен. Сенің күйеуің рұқсатымен, оның күйеуінің рұқсатымен емізсем болады. Жақсы болады. Үйде адамның тірі не дүниеден кеткен фотосын ілуге бола ма дейді. Фотода тұрған ештеңке жоқ. Періште кірмейді деген сияқты сөздер олана салынған суреттерге айтылған. Сен лажы келсе суретті ілмеуге тырыс. Адамды жақсы көрсең, тірісінде жақсы көр, суретпен емес, тірісінде жақсы көр. Мамамның қайтыс болған мамам суретін телефонның бірінші бетіне қоюға бола ма? Тірі кезінде қойған болсаң, тірі кезінде қадірлеген болсаң, онда өлгенде тұрғанда ештеңке жоқ. Біз жолдасым екеуміз мешіттен неке қидырмаппыз, сол күнә ма дейді. Қазір қидыра сал, бүгін қидыра сал, ертеңге қалдырмайық. Әйел адамға джинсы шалбармен намаз оқуға бола ма? Джинсидің да джинси бар. Джинсидің жыртық пыртығы болса, тырысып тұрып алды, арты шығып тұрған болса, намаз оқымай-ақ елдің бәрі сен арт жағыңа қарап, аяқстарын намаз бұзылып, не оқып, не қойған білмей, жынды оқып қоймасын бәрі. Одан кейін джинси кисең, күн суықта бәрі киеді, бірақ ана кішкене былай жамбасыңды жауып тұратын джинси керек та, сыртынан. Ұстазым ау, мысық апаратын ондай орталық жоқ қой біз жақта, тамағын беріп жүрмін, сарайда ұстап жүрмін. Болады. Мысықтың өзінің жүнін Құдай берген. Мысықтың жүні, андай голый мысық емес шығар, сенге китайский бір нәрсе деген мысық бар еді, ондай голый мысықтар болады, вообще ұятсыз мысықтар, жүні жоқ. Сондай болса, онда оны үйге кіргізесің, или көйлек тіктіресің. Енді бала шағаң уайым аз келсе, мысықты уайымдап бәле болдың ғой сен. Мысығыңды сол сарайда ұстай бер, мысықтың орны сарай. Мен түсінбедім қаланың. Мен ойлағам ғой, сенің просто городской пропискасы бар мысық па,
кейбір мысықтар бар, авторитеті жоғары, баққонға қыдырдарған, городской мысықтар бар, авторитетіне сондай ма деп ойлаған ғой. Ауылды мысығы бола береді ауылға. Құранның аудармасын қазақша оқуға болады ма? Болады. Тек қана арабша оқу керек па? Және қай автордікін оқыған дұрыс дейді. Құранның қазақша аудармасын өзі не оқып тұрмын деген мағынаны қарау үшін оқысаң бола береді. Бірақ қазақша оқығанда оны кейбірін түсінбеуің мүмкін да. Өйткені оны аяттардың аударымы, жеткізілу әдісі, методологиясы бізде сәл дұрыс емес. Яғни Құранға дейінгі кітапты оқысаң жақсы. Бірақ Құранды оқып шықсаң да болады. Халифа Алтай атаңдікін оқы, жақсы болады. Очень люблю свою собачку. Делаю омовение. Дәрет ала ма немісің? Умываю десеш? Или мою де? Ладно, омовение дейді. После его прикосновения. Сен өзің омовение жасайсың. Так. Можно ли так близко с ней играть, гулять с ней? Живет она на улице? Подскажите, пожалуйста. Нет, омовение делать не нужно. Если собака вы поиграли, вы, соответственно, с вами поиграли с собой, в этом проблем нет. Относительно есть проблема только слюны. И то, если она очень влажная, вот эта вся текучая слюна попала на ваши органы, то есть руку, либо на одежду, на любые части тела, надо это место смыть. Но ваше омовение от этого не портится. Если там собака большая, чужая, прыгнула на вас, и у вас получилось как бы испускание газов, но в этом случае тогда делать надо омовение. А если вы испугались? А если не пугались, играйте с собакой, в этом проблем нет. Многие наши мусульмане как бы боятся собаки. Астагфиру, начинают пинать, пугать собаку. Так делать нельзя. Вы что? Собака, собака. Играйтесь, в этом никакой проблем нет. Собака играть, собака там гулять, в этом проблем нету. Относительно есть запрет ввода собаки в дом. И то, если на то нет причины. Есть собаки, которые поводырями называются, которые они должны вести как и в доме, на квартире. Точно так же в доме там помогают. Либо собаки ищейки, в этом тоже проблем нет. Есть собаки, которые для определенной селекции, в этом тоже проблем нет. А остальные дворневые собаки вообще нужны для охоты, для защиты. Надо держать. Именно заводить в дом, в квартиру имеется в виду. Нельзя. Есть вот запрет. И то, если на то нет причины. А в целом играть с собакой, мы тоже играемся. Я тоже играл с этими собаками, игрались. Там, в этом проблем нет. И сейчас тоже не проблем нет. Можно погладить собаку. У нас, вы знаете, вот собаку, прямо аж такое у нас ненависть к собакам. Что в этом такого нет? Можно погладить, если, конечно, если не укусит. Если хорошая собачка, в этом нет. Папамның басында тасын ауыстыруға бола ма? Жоқ. Ер адам шашын қара краскамен бояса болады ма дейді. Қайдет. Хынамен бояған дұрыс па? Негізі қараменен бояудың қазір пәтуасы шықты. Муфтияттың фатуалар кезетінен көріңіз. Болады деген жері бар, тыйым салған жері бар. Сәлемес пе, үнемі түсімде жоғары шығып кетіп ұстап кетіп жүретін жер жоқ, қайта түсуге қорқып жүремін. Ол нені білдіреді? Қиялдың көп екенін білдіреді. Арманыңның көп екенін, және орынсыз арманның көп екенін білдіреді. Просто армандай берме. Имам Ибн Сиринге біреу келіп айтады. Үш түрлі нәрсені айтады. Біреуі суда жүрем дейді, жүзіп жүрем дейді, бірақ су жоқ дейді. Екіншісі ұшам дейді, қанатым жоқ дейді. Және биікке шығам, түс алмай жүрем деген кезде айтады, арманың көп сенің дейді. Жоқ қиялдарды армандайсың. Болмайтын нәрселерді алмайсың, соны осындай түстер кіреді. Өзбектер бізге күліп мазақтап жазып жатыр, намысым оянып кетті ұстаз дейді. Өзбектер емес, ол өзбектің ішінде бір адам ол. Өзбек халқы біздің өмірлік көршіміз, біздің стратегиялық қошынамыз. Сондықтан оған олай деме. Ол ішіндегі олардың да өзінің тыйым салатын мекемелері бар, соларды занимация етеді. Уайымдама, не сол? Кешірім сұрайды кейін. Сұрамаса да бір өзбектің айтқаны бүкіл халықтың айтқаны емес қой, бір қазақтың айтқаны ол бүкіл қазақтың айтқаны емес. Сол сияқты не қыласың ол? Сен патриоттығыңды бір-бірімен салғыласып, тиктокта ұрысып, бір-біріңді боқтап, бір-біріңе комментарий жазумен өлшеме. Мұсылмандық ол емес. Мұсылмандық қорғау деген сөз, дінді қорғау, ұстазды қорғау деген сөз, біреумен салғыласып боқтасу емес. Осыны түсініңіздер. Өткенде бір ұстаз айтып, дінді қорғау керек, ұстазды қорғап боқтасу керек. Не сөз ол? Ақымақ пен ақымақ боласың. Айтады, қояды болды. Дінді олай қорғамайды. Дінді жақсы амалмен қорғайды. Жақсы ниетімен